бұйырса, бүгін біз осы ұбт жаза келген 2021 осы июнь есептен талқылайтын боламыз. Яғни слив дегенді бәрі атап отыр, сондықтан да осы слив есептер талдаймыз. Слив дегеннің мағынасы, яғни қалай айтсам болады. Ну, оқушылар, которые ұбт-да отырып суретке түсіріп алған, там скрин істеп алған, солардың барлығын жіберіп жатыр, былай. Сол есептер талқылайтын боламыз қазір қарап. Уағалейкум ассалам дейді, наконец-то дейді. Қайырлы кеш. Шүкір, амансың, барлығы жақсы. Уағалейкум ассалам. Так, давайте пластик. Қазір бір 5 минут әңгіме соғып отыр тұрайық. Сосын 5 минут әңгіме бұйырса бастаймыз. Пока басқалар кіргенше. Сөйлесе тұрайық. ұбт екінші поток қашан тапсырасыңдар? Уағалейкум ассалам. Давайте достарыңа бәріне айтып бөлісіп жіберіңдер. Сосын ақырындап талдауды бастаймыз. Шүкір, амансың, барлығы өздерінде қалай. Кішкене дем алып біраз. Өйткені бір жыл бойы миы ашып кетті. Тала жерге барып сабақ берген тоже оңай емес. Қазір енді қолым босап, тағы да осы сливтарды талдап, сендерге кішкене көмектесейін. ұбт-тың есептерін көріңдер, қандай екен келіп атқан, үйреніңдер. Так. Эфир сақтала ма дейді. Бұйырса активный болайық, активный болсақ обязательно сақтап қоямын. Аха. Уағалейкум ассалам. Сағанып қалдық қой қайсыз дейді. Мен де сағынып қалдым, сондықтан ғой. Кішкене эфирға шығып өзімде сағынып, кішкене сабақ талдайық, есеп шығарайық деп. Бұл есептердің барлығын оқушылар тағы да үйреніп білген өте жақсы, себебі ұбт-да келген кезде уже біліп отырасыңдар, кішкене опыт болып отырады. Так что до конца қатысыңдар, қызықты есептердің барлығын дайындап қойдым. Қазір талқылаймыз. Анау стористегі музыканың атын айтыңызшы дейді. Стористағы ма, ол не ғой? 91 мен Ирина Кайратованың анау табу деген өлеңі ғой. Ағай, осы бірінші попытка ұбт 55 алып қалдым, физикадан нашар алып қалдым, қалай дайындалсам болады енді дейді. Негізі оқушылар әлі шанс бар. Әлі бір айдай бар ғой, даже июньнің 29-ар тапсыратын оқушылар бар. Күнде сабақтар қарай беру керек. Мегамаздың мысалы сабақтарын алсаңдар болады қайталап көргенге. Бірақ бізде официально 39-шы ағым июльдің 15-сі басылады. Бірақ осыға дейін өтілген 38-ші ағымның сабақтарын сатып алсаңдар болады. То есть сразу доступ беріледі, сразу көре бересіңдер. Қалаған жерде, қалған уақытта полный қанша көрмесіңдер де өздерің білесіңдер, бітіріп тастасаңдар болады бір-екі аптада. Так, уағалейкум ассалам. Все, онда оқушылар дайын болсыңдар, плюс қойыңдар, ал біраз оқушы кіріп тоже. Физика 45, общий 39. Молодец. Тамаша Ердәулет. 111 норм баға дейді. Норм емес, бұл күшті результат. Бұдан да көп алса болады әрине, бірақ бұл жақсы результат. Біздің талай түлектеріміз жақсы көрсеткіштерге жетіп жатыр. Мегамаздың стористардан көріп жүрген шығарсыңдар, барлығын салып тұрамыз. Потолокты жарған бір оқушы бар, 43 балл. Нұрдәулет па есімі? 43 балл алған оқушымыз. Одан да көп деген 111 балдың өзі жақсы, молодец, жақсы балл. Все, кеттік, алында бастайық. 39 ағым бұйырса июльдің 15-сі басталады. Ол жаңа сезонның 2022-ке оған өте көп материалдар дайындап жатырмыз. Ал 38 соңғы ағым аяқталып кетті. Бірақ та енді қайталап көрем, тағы да бірдеңелерді үйренгім келеді десеңдер, смело сатылсыңдар болады. Қайталау сабақтарды сразу аласыңдар, полный курсты. И 1-2 аптаның ішінен полный бітіріп, ұбт-ға тағы да смело кіру үшін өте күшті нәрсе. Сонымен бастайық. Тағы да бәріңе сәлем, жаңадан кірген оқушылардың бәріне сәлем айтам. Бүгін біз осы ұбт бойынша слив есептер талқылаймыз. 2021 оқушылардың жіберген WhatsApp-қа ағай шығарыңыз, көрсетіңіз деп скринмен келгендер бар, былай экранды түсіріп алғандар бар. Енді оның бәрін қалай түсірген білмеймін мен, әйтеуір жіберіп жатыр есептер. Солардың барлығын қазір қарастыратын боламыз. Ал сонымен бірінші сұрақ, изохориялық процесте дейді, қараңдар, газға 9^-16 джоуль жылу берілген болса, газдың жұмысы дейді. Оқушылар, изохориялық процесс кезінде бізде атқарылған жұмысымыз 0-ге тең болады, яғни біздің жылу мөлшеріміз ол ішкі энергияның өзіне тең болады. Сонда газдың жұмысын сұрап жатыр бізде, газдың жұмысы әрқашан 0-ге тең болады. Д жауабы шығады екен. Бұл қарапайым термодинамикадағы, термодинамиканың бірінші заңы изохориялық процесс үшін, жұмыс әрқашан 0-ге тең болады. Егер ішкі энергияны сұраса, бізде ішкі энергия сұраса, онда 9^-10^6 дәрежесінен жауапты жазасап едім. Бітті. Так, кеттік. Ал сонымен келесі сұрақ. Суретте көрсетілгендей массалар 2 кг, 3 кг, 2 жүк ұзындығы 100 см салмақ сағашқа ілініп тұр. Егер жүйе тепе-теңдікте тұрса, онда массасы 3 кг жүктен
тіреу нүктесіне дейінгі арақашықтық дейді. Мынау қарапайым оқушылар, мен талай курста көрсем. Қараңдар, мына тіреу нүктесі мына жер бізде. Екеуінің арақашықтығы әртүрлі және салмақтары әртүрлі болып тұр, яғни оны біз тепе-теңдікте балансировка істеуіміз керек. Балансировка істеу үшін не істейміз енді? Балансировка істеу үшін формуласы бар, қарапайым. F1 көбейтілген D1 тең болады F2 көбейтілген D2. Немесе күштер арқылы емес, масса арқылы шығарсақ болады, яғни M1 көбейтілген D1 тең M2 көбейтілген D2 деп. То есть мынау mg деп ашқан кезде g-лары қысарып кетеді, мынандай формула тоже шығады. Бітті. Енді қарапайым, жалпы бізде 100 см. Қараңдар. Мына аяғы 2 кг, мына аяғы 3 кг. Давайте M1-ді мен 2 кг деп алайын. Көбейтем D1-ге тең болады. M2 бізде 3 кг болсын. Бізге мынау 3 кг-ның аяқтағы тіреу нүктесі туралы центрден кейін арақашықтық табу керек D2-ні. Бізде жалпы 100 см екен. Так, неме дейді сосын? Енді қараңдар оқушылар, мына аяқ бізде y болсын, Так, мынау біздің x-іміз оқушылар бұл D2 ғой, ал y жағы ол бізде D1 болсын. Дұрыс па? Сонда қараңдар оқушылар. Мынандай жүйе пайда болады қазір бізде. D1 мен және D2-ның қосындысы бізде жалпы 100 см-ге тең болады. Дұрыс қой? Полный ағаштың ұзындығы 100 см-ді құрайды, екеуінің қосындысы. Міне осындай қарапайым жүйе пайда болды. Енді сендерге осы жерден қалай шығарсаңдар, өздеріңе қалай ыңғайлы солай шығарсаңдар болады. Мысалы мен былай істей салсам болады, мына жақтан D1-ді тауып, мына жерге қойып, бүйтейік, қарады, мына жақтан үстінен D1 табайық. 3D2 бөлінген 2 болады, үстінен таптым, Енді осыны алып келіп мына жерге қоя саламыз D1-дің орнына. Сонда қараңдар, 3D2 бөлінген 2 плюс D2 тең 100. Ортақ бөлім бәріне 2-ні беретін болсақ, мына аяққа. Сонда 3D2 плюс 2D2 тең 200 болады. 3D2 5D2 тең 200, остан D2 тең 40 сантиметр. 200-ді 5-ке бөлсек 40 сантиметр. Дұрыс жауап Е нұсқасына тұр екен. Так, тамаша. 40 сантиметр мынау 3 килограммдық екен, ал 60 сантиметр 2 килограмм жақтық екен, тіреу нүктесіне дейінгі арақашықтықтары. Так, дальше кеттік. Келесі сұрақ, оқушының жүрген себебі. Толқын ұзындығы 10-ның минус 10 дәрежесі метр рентген сәуле шығаруына сәйкес келетін фотонның массасы мен энергиясы дейді. Жаңадан кіріп отқан оқушыларға тағы да сәлем жолдап қоям. Қазір тағы да сөйлесетін боламыз. Қараңдар оқушылар, қиын емес. Толқын ұзындығы берілген, лямбдамен белгілейміз. 10-ның минус 10 дәрежесі метр. Бізге табу керек фотонның массасы мен фотонның энергиясын табу керек. Сонымен энергияны қалай табамыз оқушылар? Екі жолы бар, то есть HC бөлінген лямбда деп тапсақ болады, или mc квадрат, без разницы, бірақ маған самый ыңғайлысы қазір HC бөлінген лямбда болады. Осымен табатын болсақ, H деген бізде оқушылар Планк тұрақтысы, мына беріп қойған, оны жаттамай-ақ былай, то есть жатқа білу керек. 10-ның минус 34 дәрежесі екен. C деген жарық жылдамдығы, онда жатқа білу керек. 10-ның 8 дәрежесі. Лямбда толқын ұзындығы бізде 10-ның минус 10 дәрежесі. Так, қараңдар оқушылар, мынау минус 34 пен минус 10-ды қысқартам. Минус 24 пен плюс 8-ді тағы да қысқартатын болсам, минус 16. 6-да 63-ті 3-ке көбейтетін болсам, оқушылар примерно 20 деген сан шығады. Хорошо? Примерно 20 деген сан шығады. То есть 19,89 ба, 19-да 89, ну или 19-да 89 деп жазайын, чтобы сендер шатас кетпейтіндей. Көбейтілген 10-ның минус 16 дәрежесі джоуль. Міне біздің энергиямыз табылды. Түкте қиындық жоқ. Бұл бізде қайда тұр ондай жауап? 10-ның минус 16. Міне, мына жауабында тұр екен, ең астындағы G ма, қай вариант? Так, мына оқушымыз бізде шығарамай қапты, қараңдар, бәрін белгілеп шықты. 19-да 8, 19-да 8 дегенде. Ол дұрыс емес негізі. Сонымен энергия табылды, енді массаны мынау формуламен табасақ болады. Қайтадан Е тең mc квадратпен, тоже бізде кванттық физикадағы фотон энергиясы табатын бір жола. Енді осы жерден массаны таба салатын болсақ, бізде уже энергия белгілі. 19-да 89, 10-ның минус 16 дәрежесі. Соны бөлеміз мынау c квадратқа. Осыған бөле саламыз массаны табу үшін. c квадрат жарық жылдамдығы бізде 3 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі ғой. Оның квадрат айтатын болсақ 9 көбейтілген 10-ның 16 дәрежесі болады. Квадраттап екеуін жеке-жеке. Енді мынаны анаған бөле саласыңдар оқушылар, сонда сендерде 20 деппін ғой, 2,21 10-ның қанша? Минус 32 дәрежесі шығады. Килограмм. Ондай жауап тоже мына жақта тұр екен міне. Все, түсіндік па? Түсінсек плюс-плюс қойып жіберейік оқушылар, дальше кете береміз. Плюс 16-ны қараңдар, плюс 16 дәрежесі үстіге көтерілген кезде минус 16 болып көтеріледі, сонда минус 16-ға минус 16-ны қосыңдар, минус 32 шығады, То есть кейбір оқушы картопты жарып, минус 16 мен плюс 16-ны астына бөліп, қысқартып 0 деп жазып жүрмеңдер, картопты жарып, нанусқан белгілеп қойып жүрмеңдер деген ғой. Сондықтан математиканы тоже білу керек кішкене. 5-ші сынып.
Келесі сұрақ оқушының жіберген есебі тоже мынау бізде курстағы есеп бар. Суретте бір атомды идеал газ күйінің өзгеру процесі көрсетілген. Егер P0 мынандай және V0 мынандай болса, 106 оқушы, молодцы. Газдың ішкі энергиясының өзгерісі дейді. Қараңдар оқушылар. Эфир бұйырса сақталады, активный болайық, қазір уже аяқтаймыз. Нормально отырамыз, есептер бар әлі. Короче, бізге тау керек оқушылар газдың ішкі энергиясының өзгерісіне. Енді мынау графикке қарасандар мұқият, қараңдар, қиын түгі жоқ. Газдың ішкі энергиясының формуласы қандай бізде? Бір атомда үшін деп жатыр, бір атомда. Сонда Фи1 минус Фи2 дейміз, немесе Фи2 минус Фи1, без разницы, өйстіп жаза берейін. Енді осыдан дальше тең дельта фи тау керек біздің газдың өзгерісін жалпы. Енді жеке-жеке ашып шығайық. Фи2 деген не, Фи1 деген не? Фи2 деген оқушылар бізде бір атомды керек қой, именно бір атом. Сондықтан да 3 бөлінген 2 берілгендеріне қараймыз. П дельта В деп ашылады. Міне. То есть бізде 2, 2. Минус 3 бөлінген 2. Қайтам П дельта В 1. То есть бізде бір атом үшін газдың ішкі энергиясының осындай формуласы бар. Яғни қысым мен көлемнің көбейтіндісі, ал бір атом болғандықтан кейін 3 бөлінген 2. 2 атом десе 5 бөлінген 2 қоя саласыңдар, болды, бітті. Міне өйстіп азайта салсақ, сонымен есептің жауап шығады. Так, енді қараңдар, давайте орындарына қойып шығайын. 3 бөлінген 2. Бізде P2 қаншаға тең оқушылар? P2 деген ол мына нүкте. Мына жердің мәні міне 1,5 P0. Барлығын аккуратан жазып шығайық. 1,5 P0 деймін. Дельта V2. V2 бізде міне тұр. 3 V0 деп тұр, 3 V0. 3 V0 қояйым. То есть екінші көлемді алып атырым. Енді бастапқы көлемді алайық. P1, бастапқы қысым P1, ол бізде мына нүкте, мына жер. Бастапқыда бізде P0 болған. Қиын түгі жоқ, орындана қойып жатырым. V1, бастапқыда V0 болған, міне бастапқы мәні. Сонда V0-ді қоямыз. Енді ортақ бөлімнің барлығына 2 деген санның өзі болады. Наған яғни полный 1 барады, наған полный 1 барады. Сонда қараңдар оқушыларына 3-ке 1,5-ды көбейтем, 3-ті көбейтем, барлығын көбейтетін болсам, бізде қандай сан шығады екен? Енді үстінен бөлшектің үстінен шығаруымыз керек қой, чтобы кішкене удобно болу үшін, 3-ті көбейтем 1,5-ға, сандарын көбейтейін, көбейтілген 3. 13,5 P0 V0 минус, енді мына жақта қараңдар тура сол операция 3 P0 V0, то есть 3 P0 V0. Міне бітті. Азайтайық енді. Осыдан азайтам 3-ті, бізде шығады екен оқушылар 10,5 P0 V0 бөлінген 2. Міне бізде ішкі энергиясының өзгерісінің нақты формуласын қорытып шығардық. Енді орындарына қоямыз да, сонымен есептеріміз салам алейкум болады. P0 деген бізде қанша оқушылар? P0-дің мәнін беріп қойған 0,1 мегапаскаль. 0,1 үлкен М деген ол 10-ның 6 дәрежесі, мега деген мағынаны білдіреді. V0 деген ол бізде көлем 2 литр дейді. 2 литрді халықаралық біліктер жүйесіне ашу үшін не істейміз? 10-ның -3 дәрежесіне көбейтесіңдер. То есть метр куб деп ашылады. Бөлінген 2. Мынау 2 мен мына 2-ін қысқартамыз. 10-ды мынаған, қараңдар, 10-ның 6 дәрежесімен 3-ті қысқартам, 3 дәрежесі қалады. Енді осы 10,5 пен 0,1-ге көбейтіп, 10-ның 3 дәрежесін көбейтетін болсыңдар, сендерде 1050 джоуль деген жауап шығады екен. 1050 джоуль деген міне бұл жауабында тұр екен. Так, түсіндік оқушылар. Бұйырса сақталады, активный болсақ. Молодцы, 108 оқушы, тамаша, өте күшті. Так, бұл бізде примерно уже қаншаншы сұрақ? 4-ші есеп болды, түсініп жатырмыз, Келесі сұрақ. Әлі көп күшті есептер бар. Цезийден жасалған катодқа сәуле түсіргенде жылдамдығы 400 км/сағатқа жететін электрондар ұшып шығады. Катодқа түсірілген сәуленің толқын ұзындығы. Мынау бізде кванттық физика оқушылар, кванттық физика мүлдем қиын тақырып емес, Формуласын білсең жеткілікті. Так, неме дейді бізге? Жылдамдығы мынандай дейді, жылдамдық берілген, Планк тұрақтысы бар, жарық жылдамдығы, масса бар, шығу жұмысы бар. Бұл бізде кванттық физикадағы Эйнштейннің теңдеуі деп айтсақ болады, қараңдар. Яғни Планк мынау бізде фотон энергиясы шығу жұмысына және де оның кеткен кинетикалық энергиясына қосындысынан тұрады, міне қарапайым теңдеу бізде, барлығы білу керек бұл теңдеуді. Міне осыны қазір қолданамыз, енді жеке-жеке ашып шығайық. Деген ол бізде давайте HC бөлінген лямбда деп ашам, жаңа естерінде болса. Шығу жұмысы, мынау бізде міне беріп қойған жақшаң ішіне. Қосылған кинетикалық энергия мынау бізде оқушылар. Кинетикалық энергия білесіңдер, жылдамдық бар, міне масса бар. Кинетикалық энергияны қалай ашамыз? mv квадрат бөлінген 2. Бітті. Все. Енді ол жерден сендерге просто толқын ұзындығын таба салу керек. Лямбдадан табатын болсақ, давайте мен былай есептейін, сендерге формуласын қорытып берейін, есептеу жағын өздерің есептесіңдер.
Өйткені ананы есептеу кішкене ұзақ болып кетеді қазір. Қараңдар, лямбдадан табу үшін не істесек болады? Былай істесеңдер болады. Барлық жаққа лямбда ортақ бөлім берудің керегі жоқ. Так. Мынаны былай жіберіп, төңкере салсақ та болады, иә? Или былай істесеңдер болады, а шығу жұмысымен мынау екен бөлек есептеп аласыңдар. Сосын барып лямбдадан, давайте бүйтейін, мен полный мына тұр ғой, мына нәрсенің барлығы мен сендерге бүйтіп жазып берейін, чтобы түсінікті болу үшін. Барлық энергия дейсің, иә? Барлық энергия дейсің. ЕБ дейсің. Осы ЕБ-ны бөлек тауып аласыңдар. Сосын соңында бізде не шығады? HC бөлінген лямбда тең ЕБ. Енді осы жерден барып лямбдадан табатын болсаңдар, просто не істейсіңдер оқушылар? HC-ны ЕБ-ға бөле саласыңдар. Бітті, мына жерде сендерде содан 0,627 ма бір жауап шығады. Түсіндік па? Плюс-плюс қойсаңдар, мен уақыт просто кетірмей қойын деп отырмын. Қазір есептеп отқанға сендердің уақыттарын кетіп қалады. Міне қарапайым бүкіл сандарын қойып берме. В деген жылдамдық В квадрат, М деген міне масса электронның шығу жұмысы міне беріп қойған, бәрін беріп қойған. H деген әріпті міне беріп қойған, С деген әріп міне тұр, жарық жылдамдығы, Планк тұрақсыз бәрі бар. Просто есептеу керек та, қоя салу керек. Все, тамаша. Все, плюс дейді. Ona дальше кете берейін, иә, уақыттарыңды алмай қойын. Қарапайым математика өйткені. Или А шығуы мүмкін, иә. Келесі сұрақ. Оқушының жүрген себебі, жинағыш линзаның алдында бас оптикалық осьтің бойында линзадан D қашықтықта дене қойғанда, линзадан тура сондай қашықтықта шын кескін алынса, линзаның оптикалық күші дейді. Тағы оқушылар қараңдар, оптика тақырыбымен жақсы түсіндіргем. Оптика тақырыбына курсқа қатысқандар точно шығаратын есепті қараңдар. Сәулелер кеп түсіп жатыр, бір дене бар дейік, өтіріктен бір адамды сала сайын, адам. Но бізде шын адам. Осы бізде линзадан D деген арақашықта тұр. Біздің линзаның суретін салып көрсетейін. Но бізде жинағыш линза. Жинағыш линза дегеніміз ол бізде сәулелерді, яғни жинайды бір ортаға. Қарапайым лупа, адамның көзі деген сияқты, көзілдірік, оның барлығы жинағыш линза кіреді. Енді қараңдар, осындай бір арақашықта тұр екен екеуінің арасы, D деген. Осы сәулелер өткеннен кейін линзадан бізде кескіні тура D арақашықта шығатын болса дейді. То есть кескін деген ол адамның кескіні, иә? Міне, мынау бізде кескін оқушылар. Мынау бізде кескін, мына жер. Осы кескіннің арасы, линзаға дейінгі арасы, шын адаммен линзаға дейінгі арасына тең дейді. То есть мына бізде кескін мен линзаның арасы F қой. Сол F-міз бізде D деген арақашықтыққа тоже мәні тең дейді. Енді барып оптикалық күшін тап дейді. Сонымен D-ны табатын болсақ, формуласы қандай? 1 бөлінген F. Ал 1 бөлінген F-дің өзін қалай тапсақ болады оқушылар? 1 бөлінген F-дің өзін 1 бөлінген F плюс 1 бөлінген D деп тапсақ болады. Мынау бізде жинағыш линзаның формуласы. Қарапайым. Сонымен, мына тұрған кескін мен линзаның арасын екеуін D деп ала салам. Екеуін білесіздер, міне уже тең екен. D-ға теңестіре салам. Плюс 1 бөлінген D. Ортақ бөлім мына жаққа D-ның өзі барады, мына жаққа 1, мына жаққа 1. Сонымен бізде оқушылар 1 бөлінген F тең 2 бөлінген D шығады екен. Міне, 1 бөлінген F-тің мәні бізде 2 бөлінген D-ға тең болды. Яғни, сол 1 бөлінген F-тің мәні сразу алып кеп мына жерге қоя салсам болады. Иә, оптикалық күш табу үшін. Сонда D тең 2 бөлінген D шығады екен. 2 бөлінген D деген жауап, D жауабында тұр екен такта. Түсіндік па? Плюс-плюс қойып жіберейік. Плюс. Мынау бізде шын дене, мынау линза, иә? Мынау кескіні. То есть линза мен дененің арасы D болса, кескін мен де линзаның арасы D болсын дейді. Екеуінікі де бірдей болсын дейді. Теңестіру арқылы ана формуладан шығара салдық. Супер, молодцы. Келесі сұрақ өтейік. Мынау есепті мен талай оқушылар айтатын, ОБТ-да келу ықтималдығы жоғары деп. Егер жинағыш линзаның сызықтық ұлғайтуы 2 бөлінген 3 болса, онда нәрсенің линзадан D орналасу қашықтығы дейді. То есть бізге сол сұрақ кішкене басқаша келген, иә? Жинағыш линзаның сызықтық ұлғайтуы дейді. Сызықтық ұлғайтуы деген оқушылар бізде G деген әріппен белгіленеді. Бұның формуласы қандай жалпы? Үлкен H бөлінген кішкентай H теңеседі тағы да кішкентай F бөлінген кішкентай да. И осының барлығы бізде 3-тен 2 деген санға теңеседі екен. Не көріп отырсыңдар. Иә, мынау бізде линзаның, яғни сызықтық ұлғайтуы деп аталады, G деген әріп. Так, бізге айтады D орналасу қашықтығы, яғни бізге D-ны тап деп жатыр. Енді осы D-ны қалай тапсақ болады оқушылар? Давайте былай істейік. 1 бөлінген F, жинағыш линзаның формасын жазайын. 1 бөлінген F плюс 1 бөлінген D. Енді, давайте мен былай істейін. Мына жерден мына екеуін теңестірейін. Яғни барлығы бір-біріне тең ғой. F бөлінген D-ны теңестіремін 2 бөлінген 3-ке. Енді осы жерден F-ті таба салайық. Не үшін ағай сіз F-ті табуатсың десеңдер, өйткені кішкентай F-ті табып жатырмын, себебі бізге соңында D-ны табу үшін. Сонымен
2d бөлінген 3 болады екен. Міне көріп отырсыңдар иә оқушылар. 2d бөлінген 3 деген мәнді ал кеп мына жерге қоям. Кескімен линзаның арасы ғой бұл бізде f деген. Сол жерге қоям, не болады екен? 1 бөлінген f тең 1 бөлінген 2d бөлінген 3 плюс 1 бөлінген d. Енді оқушылар қайда жазып отпай қойын, ең астындағы 3 деген сан бөлшектің қасиеті бойынша үстіне шығып кетеді, иә? Үстіне шығады да бізде ол мынандай 3 болып тұрады уже. Мынау жоқ деп елесетіндер. Үстіне шығып кетеді 3 болып. Сонымен 1 бөлінген f тең ортақ бөлім 2d плюс 2d үстінде 3 плюс 1 бөлінген d деген ортақ бөлім бізде 2d болады. 2d-ны 2d-ға бөлсем 1, 2d-ны d-ға бөлсем 2 болады. Сонымен 3 плюс 2, короче, мына жақта 5 шығады, иә? 1 бөлінген f тең 5 бөлінген 2d. Енді оқушылар бізге осы жерден қазір d-ны табу керек. Сонымен d-ны табатын болсақ, соңғы қорытынды қалай табылады? Мына f-мыз 5-ке көбейтіліп барады. 5f бөлінген 2 қала береді. Міне бітті. 5f бөлінген 2 деген жауапты іздейміз. Б жауабында тұр екен. Енді қараңдар, г арқылы өрнекмен анықталады деп тұр ғой. Смотрите, мына нәрсені есептеп көретін болсаңдар, иә, осы 5-ті 2-ке бөлсеңдер, сендерде қанша шығады оқушылар? 5-ті 2-ке бөлсек 2,5f шығады, дұрыс па? 2,5f деген жауап бар ма екен? Міне бар екен G нұсқасында. Енді қараңдар, мына жерде негізі екі жолмен шығарсыңдар болады. Екінші жол ұзақтау, сондықтан да самый оңай жолын көрсетейін. Просто мына жерге g-ның орнына оқушылар, иә? Мынаны қойсыңдар болады. 2 бөлінген 3 деген санды қойсыңдар болады. Өйткені бізде g дегеннің саны 2 бөлінген 3 қой, міне, сызықты ұлғайтуға. Соны қойсыңдар, сендерде 2,5f деген шығу керек тоже. 2,5f. түсінікті ме? Қараңдар, e нұсқасына қойып көрейік қазір, міне, e нұсқасына. То есть қараңдар, g-ның орнына 2 бөлінген 3-ті қоям, плюс 1 бар. И астында тағы да 2 бөлінген 3 тұр, сыртында g тұр, иә? Бұлай, шығара салам g-ны. Сонда жақшаның ішіне ортақ бөлім беретін болсаңдар, сендерде қанша болады? 3, неяқта 5 шығады. Ең астында 2 бөлінген 3. Сонымен, ең үстіне 3 пен 3-тер қысқарады да, 5-ті 2-ке бөлсеңдер, сендерде 2,5f шығады. То есть түсіндік қой, иә? Сразу өйстіп қойсыңдар болады. Так, түсіндік па? Ағай, физика формулалар жаттаудың қандай тиімді жолдары бар дейді. Ең тиімді жолы көп есеп шығару. Көп есеп шығарсан сен формула, практика, опыт өте күшті болады. Сондықтан да ғой бізде курста сразу мысал тақырып, и артынан практика, формула бойынша. Так, түсіндік, е? Так, олай болса кеттік келесі сұраққа өтейік. Тамаша. Я, практика болса көбейту керек. Ішкі кедергі 3,16 Ом тұрақты тоқ көзден параллель жалғанған 5 шамды қосқанда тізбектің пәкі 85% болса, әр шамның кедергісі дейді. Қараңдар оқушылар, бізде осындай ішкі кедергі, сыртқы кедергі дегеннің пәкінің формуласы қандай? Пәкінің формуласы R бөлінген R плюс R көбейтілген 100% болды. Бізде қараңдар, ішкі кедергі бар, тестта беріп қойған, қиындығы жоқ. Енді қараңдар, өз ара параллель жалғанған 5 шамды дейді. То есть 5 тал параллель жалғанған шам бар екен. Соның біз қазір сыртқы кедергісін табайық оқушылар. Сонда қалай табылады? 1 бөлінген R жалпы параллель жалғанса 5. 1 бөлінген R плюс 1 бөлінген R плюс 1 бөлінген R плюс 1 бөлінген R плюс 1 бөлінген R. 5 рет сендерге түсінікті болсын деп ерінбей жазып шықтым. Енді осының бәрін қосатын болсаңдар, сендерде соңында 5 бөлінген R шығады. Түсінікті ма? Енді ортақ бөлім бересіңдер, наяқта бәріне бір-бірден барады, сонымен бәрін үстін қосасыңдар, 5 бөлінген R шығады. Енді R жалпының өзін табайық. R жалпының өзін табатын болсаңдар, R бөлінген 5 болады. Міне болды оқушылар, бізде R жалпының өзі R бөлінген 5-ке тең болды. Бізге енді оқушылар, задачамыз, короче, мына тұрған R-ді табу керек, е? Давайте, мынау бізде R жалпының мәнін қойып шығайық. Пәк тең. R жалпының орнына R бөлінген 5-ті қоям. То есть, мынау бізде жалпы мәні, мынау жалпы мәні. R бөлінген 5, астында R бөлінген 5 плюс R. Тең, көбейтілген 100%. Енді біздің пәктің мәні қаншаға тең оқушылар? Пәктің мәні бізде 85%-ға тең, е? 85%-ны нажге, пәктің орнына нажге қойы салам. 100-ы былай бөлі қылдыр жіберейін. Сонда, наяқта бізде 0,85 шығып кетеді. Тең, R бөлінген 5, астында R бөлінген 5 плюс R. Көріп отсыңдар, е оқушылар?
мына 100%-ды арғы бетке бөлу қылдырып жібердім. 85%-ға сонда бізде 0,85 шықты. Енді ортақ бөлім береміз, ана жаққа қалай істеген тез болады. Так, мына есепті тез шығарудың жолы қалай болады? Мына жаққа ортақ бөлім беріп, ең үстінен 5-ті шығарып жіберсек болады, немесе мына былай көбейту қылдырып жіберсем болады. Давайте мына жаққа көбейту қылдырып жібере салайын. Самый быстрый жол сол болады. Мына ең астындағысын арғы бетке көбейту қылдырып жіберемін. Сонда не болады екен, қараңдар мұқият. 0,85-ті көбейтемін. Сразу жаза берейін, 0,85-ті так бөлемін 5-ке, көбейтіліп барса. Короче, былай болады оқушылар. Көбейту қылдырып жіберетін болсам. 0,17 r плюс 0,85 r кішкентай тең болады r бөлінген 5. Енді қайтадан ортақ бөлім барлығына 5-ті көбейтем. Сонда бізде былай болады. Соңын жазай берейін яққа. Міне мына жаққа қайтадан барлығына 5-ті көбейтіп жіберем құтылу үшін. Сонда бізде 0,85 үлкен r плюс осын көбейтем тағы да 5-ке. 4,25 кішкентай r тең r. Енді былай істейік. 4,25 r тең 0,85 r-ді ары жаққа минус қылдырып жіберем. Сонда 1 азайтылған 0,85 0,15 шығады. Енді бар r-ді табатын болсақ 0,15-ті бөлемін 4,25-ке. Бітті, есеп осымен шықты. Бізде сонда шығады екен. Мен бірден қателесіп кеттім ба? Мынаны арғы бетке көбейтсем 0,17 дұрыс, 0,0. Бізде ішкі кедергісі. Ішкі кедергісі бізде оқушылар ішкі кедергінде қойыппын ғой мен. Бой, құдайым-ау. Ішкі былай болады тоқтаңдар. Қойып кеттім. Мына жақта r барады екен. R жазылады екен, ұмытып кетіппін. Сонымен ішкі кедергісін 4,25-ті мұқият қараңдар. Көбейтем, ішкі кедергісі бізде 3,16 екен ғой. Үстіп, кейде ағай қателеседі енді. 15,13, 0,15 r. Все, бітті. Сонымен қорытындылай келе қызыл пасын алайын көріну үшін. Короче, бізде мынандай соңында нәрсе қалды. 15,13 тең 0,15 r. Енді r-дің өзін табатын болсақ, 15,13-ті бөлемін 0,15-ке. Бітті. 102 деген жауап шығады екен ровно. Ондай жауап бізде D жауабында тұр. Все, дальше кеттік онда. Көрдік па, түсіндік қой, Міне оқушылар, мына формула, есеп шығару үшін мына формуламен мына формула ғана қажет болды, параллель жалғаудың. Просто ары қарай уже математика ары бері лақтыру, ортақ бөлім беру и так далее. Все, дальше кеттік онда. Бастапқы жылдамдығы 6 және 3 метр секунд квадрат үдеумен тең кемелі қозғалады, дененің 3 секундта жүріп өткен жол дейді. Қараңдар оқушылар, бастапқы жылдамдығы кинематика тақырыбы. Үдеуі бізде 3 метр секунд квадрат, 3 секундтағы жүрген жолын тап дейді. Жолды қалай тапсақ болады? Формуласы қарапайым. V0-ті жылдамдық бізде тең кемелі дейді, оқушылар, мұқият қараңдар. Тең кемелі болса, біз әрқашан плюстың орнына минус таңбасын жазамыз. Минусты. А-ты квадрат бөлінген 2. Сонымен бастапқы жылдамдық бізде 6, уақытымыз бізде 3 секунд, үдеуіміз бізде 3, уақыт 3-тің квадрат 9 бөлінген 2, бәрін қойып шықтым. 6 үшін 18, на екеуі так. 3-ті 9-ға көбейтіп 2-ке бөлетін болсам, қанша шығады? 13,15 па? Мен просто не үшін калькуляторды алып жүрем, өйткені кішкене қате оқымасын деп. Все, азайта салам. Есептің жауабы сонымен 4,15 метр екен. Ондай жауап бізде оқушылар Б жауабында тұр. Қарапайым есеп. Так, кеттік дальше. Уағалейкум ассалам, ағай дейді, ё-май, сколько зим, сколько лет көрінбей кеттіңіз ғой. 133 оқушы. Уағалейкум ассалам. Кішкене июньда перерыв болды, кішкене 1-2 апта. Ары қарай тағы да талдайтын боламыз есептер. Тағы да талдаймыз бұйырса екінші бөлімін. Келесі сұрақ. Сәуленің айналық бетке түсу бұрышы 40 дейді, түскен және шалған сәулелердің арасындағы бұрыш дейді. Өте оңай сұрақ, оптикадағы мен үйреткен бұны курста оқушылар уже изи ойланбай шығарады. Қараңдар, түсу бұрышы 40 дейді, түскен және шалған сәулелердің арасындағы бұрыш дейді. Демек, шалған сәулесі 40 болады. Ал екеуінің жалпы арасындағы бұрыш бізде 80 болады оқушылар. Дұрыс жауабы А вариантында тұр. Молодцы. Келесі сұраққа өтейік онда. Екеуінің арасындағы жалпысын сұрап отыр, Келесі сұрақ оқушы жіберген. Шағылған сәуле мен айналық бет арасындағы бұрыш 30 градус, сәуленің айналық бетке түсу бұрышы дейді. Мынау сол сұрақ, только басқаша келген. Қараңдар. Бүйтеді. Түсу қанша?
түскен бұрыш бар, шағылған бұрыш бар. Бізге айтатын шағылған бұрыш пен айналық беттің арасы 30 градус дейді оқушылар. Түсініп отырмыз ба? Шағылған сәулемен, яғни айналық беттің арасы 30 градус дейді. Онда бізде оқушылар мына жердің арасы қанша, мына жердің арасы 60 градус болады, иә? Себебі 60-қа 30-ды қоссаңдар, сендерде жалпы мына жер перпендикуляр 90 градустарын шығады, иә, геометрия. Міне, демек, шағылған сәуле 60, түскен сәуле 60 екен. Есептің дұрыс жауабы Б жауабында тұр. Молодцы. Түсінсек болды, плюс-плюс қойып жіберейік. Бұл қарапайым оптиканың ең басындағы бұрыштардың деген тақырыбы, иә, бұрышқа байланысты. Ортасынан көріп отырмын дей ма? Қазір жалғастырамыз, иә. Так, жаңа соңғы талдап атқан кездегі мынау есеп болатын бізде. Тыныштықтағы ұзындығы деген, иә. Кванттық физиканың есебі. Бұл да қиын есеп емес. Міне бізде оқушыларына тыныштықтағы деген L-ді тап деп жатыр. Ой, то есть бізге қозғалыс бағытындағы ұзындығын тап деп жатыр, но L деген әріпті. L0 деген ол бізде тыныштықтағы ұзындығы. Болды, бәрін орнына қоя саласыңдар, есептендер шықты сомен. Главный айтқым келген нәрсе, мына жерден 0,8 с дегенді кейбіреу 0,8 секунд деп ойлайды. 0,8 секунд емес, ол бізде 0,8 с деген жарық жылдамдығымен ұшады деген сөз. 0,8 с деген жарық жылдамдығымен ұшады. То есть сыны міне көбейтіп қоясыңдар, жылдамдықтың орнына v квадраттың. Квадраттап, түбір астына алып, сонымен қысқартып есепті шығарасыңдар. Все, тамаша. Дальше кеттік ал. Потом оқушылар мен бұның бәрін монтаждап, сендерге полный версиясын шығаратын болам, иә? Ары қарай жалғастыра берейік. Келесі есеп, қараңдар. Сутек атомындағы электрон энергиясы 0,54 электрон вольт күйден, жаңа күшті отырады, 130-ға енге қабеді оқушы. Аяқ асты эфир өшіп. Қандай байқалмайтын алды? Байқалмайтын болып тұр ғой дейді. Аха. Қайсысы? Я, осы ғой. Міне осы формуласына қарапайым шығып кетеді. Так, бұл бізде уже 10-шы мұсында есеп. Келесі сұрақ. Сутек атомындағы электронның энергиясы минус 0,54 электрон вольт күйден энергиясы минус 0,84 электрон вольт күйге өтеді. Осы ауысу нәтижесінде дейді, болды, иә, сұрақ жауаптарға қойған энергиясында жұтады, битеді, сөйтеді дейді. Қарандар оқушылар мынандай есептерде біліп жүріңдер. Ауысулар деп аталады бізде, қарандар. То есть минус 0,04 электрон вольттан минус 0,84 электрон вольт күйге өтеді. Бізде жалпы осы жаңа кванттық физикадағы фотон энергиясын білесіңдер ғой. Осындай ауысуларға бізде мынандай формуласы бар. E1 минус E2 деген. Яғни бірінші күйден екінші күйге өтуі деген мағынаны білдіреді. Түсінікті ма? Бірінші күйден екінші күйге өтуі. Енді осы жерден сендер қарайсыңдар. Сендердің бірінші күйлерің қандай, екінші күйлері қандай екен қарау керек обязательно. Сендерге сұрақ қойын оқушылар. Мынау минус 54 үлкен ба, жоқ әлде минус 84 үлкен ба? Қайсы үлкен айтыңыздаршы? Қай сан үлкен? Минус 0,54 или минус 0,84? Қай сан үлкен? Так. Так, тамаша, қарандар. Минус 0,54 деген ол бізде оқушылар минус 0,84-ке қарағанда үлкен сан, я, то есть бұл сандардың теріс жүруі. Мысалы бізде оң таңбалы сандарда, мысалы 1 деген сан, 2 деген саннан кіші, я, оң таңбалда. Ал теріс таңбалы сандарда, наоборот, кіші сандар бізде әрқашан үлкен болады. Я, то есть бізде наяқта мынау үлкен, наяқта мынау үлкен. Сол секілді наяқта шатастыра жүрмеңдер. Мынау бізде максимум демек, мынау бізде минимум. Яғни оқушылар максимумнан минимумға өткен кезде, бізде жарық кванты шығарады. Түсінікті ма? Осыны біліп жүріңдер. То есть тестта, мысалы сендерден аяқта орындар ауыстыратын болса, минус 0,84-тен минус 0,54-ке деп керісінше ауысатын болса, онда сендерде минимумнан максимумға өтті деген сөз. Яғни ол кезде бізде квант жұтылады. Мына жерде бізде шығарады деген жауаптарды қарай берсеңдер болады ақыртап. Мысалы, мынау вариант келуі мүмкін, или мынау, или мынау. Короче, жұтылады дегеннің бәрін өшіп тастайсыңдар. Бұл бірінші нәрсе. Енді ары қарай есептеу ғана қалды. Есептеу үшін болды, қарапайым емес. Не? Минус 0,4, минус жақшаң ішіне минус 0,84. Так, мына екеуі минус пен минус бізде қосылған жақшаң шыққан кезде плюсті бережет. Минус 0,4 плюс минус қанша болады? Плюс 0,84 деген ол бізде қаншаға тең?
Е тең 30 шыға ма, не болып кетті? 0, қазір айтам. 0,54 минус 0,84. Я. Плюс 0,3 шығады екен. Электрон вольт. Болды. 0,3 деген жауапты қараймыз. Ол бізде қайда тұр екен? Міне. Б жауабы дұрыс болады екен. Енді электрон вольтты джоульға айналдыру үшін не істейсіңдер оқушылар? Просто 0,3-ті 1,6 көбейтілген 10-ның қанша дәрежесіне? Минус 19 дәрежесіне көбейте саласыңдар. Сонда сендерде джоульдік мәні шығады. 0,3-ті 1,6-ға көбейтетін болсам, бізде шығады екен 0,48 оның джоуль. 0,48 көбейтілген 10-ның минус 19 дәрежесі джоуль деген жауап бізде міне G вариантына тұр екен. Все, түсіндік па есепті? Бұл еще бұндай есептің тағы да мен курста көрсеткен оқушыларға шайқас сабақта біледі, қатысқандар болса. Короче, мынандай түрі бар еще бұның. Мындай стрелкалармен келетін түрі бар. Стрелкамен. Я? Стрелкамен былай ауысулар. Бұл да қиын емес. Егер максимум десе, жаңағы қарайсыңдар стрелкаға үлкен мәннен кіші мәніне төмен бағытталамас, жоғары бағытталамас, соны анықтай салу керек, бітті. Кеттік дальше. Қараңдар, сутегі атомның энергетикалық деңгейлер диаграммада үлкен жиіліктегі квант жұтылуына дейді. Жұтылу деген не деп айттым оқушылар? Минимумнан максимумға өткен кезде ол жұтады. Яғни стрелкасы былай тұру керек. Ең төменгі сатыдан жоғарға өткен кезде. Сонда біз стрелкалар бойынша оқушылар қазір уже төмен қарап тұрған стрелкаларды жауапқа қарастырмаймыз. Яғни біз қазір екі стрелканың біреуі есептің жауабы болады. Енді арғай текст оқимыз. Ең үлкен деп тұр міне. Ең үлкен деп тұр. Ең үлкен дейтін болса, ең үлкен стрелканы қарай саласыңдар. Яғни бірінші деңгейден үшінші деңгейдегі стрелка ол ең үлкен жұтуы екен. А мынау бізде 1-ден 2-ге дейін ол ең аз жұтылуы. Болды. Сонда есептің жауабы қайда? E3 минус E1 деген. Максимумнан, жаңа айттым ғой местерге формула бойынша дельта ньюда. E max минус E минимум. Сонда максималды нүктесі бізде 3, E3 минус E1. Міне. А жауабы дұрыс болады. И қарайсыңдар жауаптарынан 1-3 деген С варианты дұрыс болады. 1-ден 3-ге дейінгі ауысуда ең үлкен жиілікте квант жұтылады. Қалай оқушылар, түсіндік па? Чо там? Қиын емес екен, е? Мына жерге тағы рет жазып қойсаң, ертең естерінен шығып кетіп жүрмесін. Мынау бізде жұтылудың мағынасы жұтылу. Яғни минималдан максималға өтеді. Бұлай қарап тұрғандар, бұлар шығару. Яғни максималдан минималға өтеді. Келесі сұрақ. Массасы 12 кг дене 5 секунд еркін құлағанда атқарылған жұмыс. Қарапайым оқушылар. А тең mgh жұмыстың формуласы. Массасы 12 кг, G деген бізде еркін түсуде 10-ға тең. Енді бізде оқушылар H жоқ. H-ты білесіңдер, қалай тапсақ болады? 5 секунд бойы еркін құлаған деп атыр. Қандай да бір биіктіктен еркін 5 секунд құлаған кезде формула қандай бізде? G-ті квадрат бөлінген 2. Я, то есть в 0-ты деген жазылмайды, себебі ол 0-ге тең. Өйткені еркін құлаған кезде бастапқы жылдамдық әрқашан 0-ге тең болады. Сонымен G деген 10-ға тең, уақытымыз бізде 5-дің квадраты 25 бөлінген 2. Мынау кедет қысқарып 5-25-ке өтсем 125 метр екен. То есть 5 секундта 125 метр жерге құлайды екен. Соны алып кеп мына жерге қоя саламыз. Сонымен атқарылған жұмысынан бәрін көбейтетін болсақ, бізде қанша шығады екен? Асықпай есептеу керек. 12 көбейтілген 10 көбейтілген 125. Бізде шығады екен ровно 15 000 джоуль. Немесе 1,5 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі джоуль. Десек те болады екен, я? Е жауабы дұрыс болады. Түсіндік па? Уағалейкум ассалам. 35 жағынан сәлем дейді. Сәлем. Талай оқушылар. Рахмет көп. Так, дальше кеттік онда. Келесі сұрақ өтейік. Резеңке бау 8 ньютон күштің әсерінен 8 сантиметрге ұзаратын болса, серпімділік күшінің жұмысы дейді. Серпімділік күшінің жұмысын қалай табамыз оқушылар? Қараңдар, мен сіздерге бірден көрсетейін.
яғни бізде жұмыс ол энергияға ауысып жүре береді, иә? Потенциалдық энергия деп аламыз, соның ішіндегі kx квадрат бөлінген 2. Но бізде осы серіппеге байланысты энергияны табатын формула kx квадрат бөлінген 2. Осы жерден мынандай махинация істесек болады. Kx квадратты мен бүйтіп жазсам болады. Kx көбейтілген x деп. Бұны не үшін істеп жатырмын мен? Чтобы kx-ті іздеп екі жыл есепті шығарып отпау үшін. Kx-тің көбейтіндісі бізде нені береді оқушылар? Күшті береді. fx бөлінген 2 деп жазсам болады. Бітті, енді аласыңдар да, сонымен f деген 8-ді қоя саласыңдар, x-тің орнына 8 сантиметрді қоясыңдар, оның минус 2 дәрежесі халықаралық бірліктер жүйесін ұмытпаймыз. Так, нағананы көбейтсек 64 текке бөлсек 32, оның минус 2 дәрежесі. Немесе не деп жасақ болды? 32 сантиметр, ой, сантиметр бұл джоуль. Ондай жоқ па? Онда минус 2 дәрежесін құтылатын болсақ, бұны бөлеміз 100-ге, сонда бізден 0,32 джоуль шығады екен. Ондай жауапты жауабында тұр. Мынау самый қарапайым оңай жолы. Әйтпесе кейбір оқушы былай шығарса да болады, f тең kx деп қатаңдықты тауып, сосын орнына қойып, x-ті квадраттап, ол ұзақ болып кетеді. Так, түсінсек болды, онда дальше келесі сұраққа өтеге. Келесі сұрақ сендерге көрінбеуі мүмкін оқушылар, бірақ бұл есеп қиын емес. Оқушының жіберген сұраған. Сендерге қараңдар, көрінбеуі мүмкін, бірақ түк деп уже көретін нәрсе де жоқ, негізі керек емес, қараңдар көп нәрсе. Бүйтеді, график берілген, егер V0 2 литр болса, екінші күйдегі көлемнің мәні. Екінші күйдегі көлемнің мәні ол мына жерден сұрап жатыр. Бастапқыдағы емес, бірінші күйдегі емес, екінші күйдегі деген ол мына жер сұрап жатыр, мына жерде. Мына жердегі енді қараңдар, көлеміне қарайсыңдар. Көлемі бізде мына жерден не деп тұр? 3 V0 деп тұр, екінші күйдегі. Бітті. V0-дің орнына просто V0-дің мәні 2 литр болса дейді. 2 литрді көбейтсем 3-ке 6 литр немесе 6 көбейтілген оның минус 3 дәрежесі метр куб деген жауап, иә? Екеуі де дұрыс. Ондай жауап міне Б жауабына тұр екен. Так. Тамаша. Аха. Келесі сұрақ. Бірінші күйден екінші күйге өткендегі процесс үшін термодинамиканың бірінші заңы. Бүйтеді оқушылар. Бірінші күйден екінші күйге өткен кездегі термодинамиканың бірінші заңы дейді. Қандай болады оқушылар? Бірінші күйден екінші күйге өткен кезде мына жақта бізде P деген әріп тұр. Мына жақта V деген әріп тұр. Яғни бұл бізде қандай процесс оқушылар? Графигін салып көрсетейін. PV былай тұр, иә, гипербола болып тұр. Гипербола ол бізде әрқашан не деп айттым? Курсыда, молекулалық физикада да үйреттім. Бұл бізде термодинамика. Термодинамика деп қой. Изотермиялық процесс. Изотермиялық процесс, яғни Т константа. Ал изотермиялық процестің графигі тек қана гипербола осындай ғана болады, естеріңізде сақтап, сондықтан да изотермиялық процесс кезінде бізде термодинамиканың бірінші заңы қалай жазылады оқушылар? Q тең А болады. Яғни ішкі энергия 0-ге тең. Міне, осындай жауапты іздейміз. Бұндай жауап бізде ішкі энергия, атқарылған жұмысқа тең болса, онда Д жауабы дұрыс болады екен. Тамаша. Кеттік дальше. Келесі сұраққа өтейік. Так, келесі, мынау бізде 20-дан 25-ке дейін сұрақ қой. 21-ден. Жалғасы бұның. Қараңдар. Сендерге қайттан көрінбей тұр мүмкін, мен бірақ оқып бере сайын, бұл жерде особо график маңызды емес. Егер P0 200 килопаскаль болса дейді, бірінші күйдегі қысымының мәні дейді. То есть бізге айтып жатыр, бірінші күйдегі қысымының мәні дейді. Графикке мұқият қарайтын болсыңдар, сендерге көрінбеуі мүмкін, бірақ мен көріп тұрмын, былай 3 P0 деп тұр. Бірінші күйдегі қысымы бізде 3 P0 деп тұр. Яғни P0-дің мәні 200 килопаскаль. 200-ге көбейте салатын болсам, оның 3 дәрежесі килопаскаль. Бізде шығады 600 килопаскаль. Міне, 600 килопаскаль деген жауап С жауабында тұр екен. Түсіндік па? Аха. Бұл оқушылардың, понимаете, ОБТ-ға кірген кезде оқушылар енді бүйтіп нагло түсіре алмайды ғой, прям біреу қисық түсіреді, біреу былай түсіреді. Ішіндегі прям көрінбегендер енді алмадым, өйткені сендер по-любому көре алмайсыңдар, даже оның көбісі курс айтылып кеткен септер. Сондықтан да көрінетін, осындай прям көрініп тұрған жақсыларын бәрін алып шықтым, әрең. Енді әрине қолмен жазып отырсаң, 2 жыл отырасың, қолмен жазатын болсаң. Так, дальше кеттік. Келесі сұрақ, тапсырма дейді. Бірінші күй мен екінші күй аралығына бейнеленген изопроцесс дейді. Қандай болады оқушылар? 1 мен 2-дегі изопроцесс? Изотермиялық процесс. Вообще, сендер мына
осы нәрсенің өздерінен уже көп нәрсе түсініп алдыңдар деп ойлаймын. Өйткені даже 21 мен 25-ші сұрақта мысалы бір сұрағына дұрыс жауап берсең, ары қарай жалғаса береді. Изотермиялық екенін жаңа изначально біз түсініп қойдық, уже кете береді, иә, сөйтіп. Тамаша. Так, дальше кеттік. Ага, немене дейді 650 түсіне алмай жатырмын. Хорошо, қазір что потом тағы бір рет қараймыз. Ага, не яқтас хаттарға бір қарап жейік. Соны айтып жатсыңдар ма? Все, и что қазір мен көрмей қаншар может бір жерін. Дальше жалғастыра берейік. Потом бірінші жаңағы басында айтылған нәрселерді екеуін қосып, дұрыстап сосын шығарып қоятын боламын. Так, келесі соңғысы қараңдар. Бізде тұрақты температурадағы көлемі 5 литр 100 килопаскаль қысымдағы газдың көлемін 8 литр болатындай етіп арттырса, оның қысымы дейді. То есть, міне, уже мына жақта кішкене сурет более-менее көрініп тұр, иә? Қараңдар оқушылар, тұрақты көлемдегі дейді. Неме дейді? Тұрақты температурадағы көлемі 5 литр нандай дейді, болатындай оның қысымы дейді. Короче, тұрақты температурада изотермиялық процесс курстағы оқушылардың бәрінің есінде бар. Қандай еді формуласы? Изотермиялық процесте бізде P1 V1 тең болады P2 V2. То есть қарапайым лайфхак жолмен үйреттім. Енді осы жерден сіздерге табу керек P2-ні. Сонымен P2-ні табатын болсақ, P1 V1 бөлінген V2. P1-дің мәні қанша бізде оқушылар? 100 килопаскаль. 100 килопаскаль, оның 3 дәрежесі. V1 бізде 5 литр. 5 литр деген 5 көбейтілген оның минус 3 дәрежесі. V2 деген бізде оқушылар ол 8 литр. Я, екінші көлемі газдың. Сонда 8 литр деген 8 көбейтілген оның минус 3 дәрежесі. Минус 3 пен минус 3 қысқарады. 100 бен 5-ті көбейтіп 8-ге бөлетін болсам, бізде шығады қанша шығады? 100-ді 5-ге көбейтіп, 100-ді көбейтен 5-ге бөлемін 8-ге. 62-де 5 шығады екен. 62-де 5 килопаскаль. Яғни оның 3 дәрежесі бар наяқта қалып кеткен. Сонымен 62-де 5 килопаскаль деген Е жауабында тұр екен міне. Бақырайып. Так, түсінсек плюс-плюс қойып жіберіңдер. Сонымен дальше больше жылжи береміз. Температурасы 20 градус болатын мынандай шойын балқыту пешіне салынған, оны балқытуға жұмсалған жылу мөлшері дейді. Қараңдар оқушылар, мұқият тыңдаңдар. Қазір айтатын маңызды нәрсе бар, тоже қайталап. Короче, бізде температурасы 20 градус болатын 2000 килограмм шойын бар екен. Сол шойынды балқыту пешіне салған. Иә? Оны балқытуға жұмсалатын жылу мөлшері. То есть, оны балқыту үшін қанша жылу мөлшерін жұмсауымыз керек деп жатыр. Жалпы балқыту үшін. Енді қараңдар, бұл жерде қайттан жалпы энергия кетеді. Энергия шығыны кетеді жалпы. Ол алдымен оны біз алдымен балқыту үшін определенный температураға қыздыруымыз керек. Сосын барып балқу жылуы керек оның. То есть сол температурадан бастап ол уже балқи бастайды. Түсінікті ма? 20 градустан бастап алдымен қыздырамыз. Міне мына температураға дейін. Сол кездегі энергиясын табайық. Қанша энергия ол өзінен жұтады. Так, көрейік ал. Cm дельта Т. Мысалы, С деген 540 сыйымдылығы, массасы 2000 килограмм. Дельта Т-ға не қоямыз оқушылар? Бастапқы температурасы бізде шойындықы 20 градус. Ол балқыту үшін оны 1150-ге дейін апаруымыз керек. Яғни 1150-ден осы 20 градус азайтсам, температурасының өзгерісі 1130 болады. Түсінікті ма? То есть біз 1130 температура қосуымыз керек деген мағынаны білдіреді. Болды, осы қайнату, деп қыздыру. 1150-ге дейін қыздыру жылу мөлшерін таптық. Енді тура солай балқыту үшін қанша жылу мөлшерін кететкен. Лямбда емен таба саласыңдар. Лямбда деген бізде 1,4 оның 5 дәрежесі, массасы сол 2000 килограмм. Міне. Ал кеттік жеке-жеке есептесек. Давайте мен битейін. Давайте нольдарын жеке-жеке жасайын. Міне. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0. Яға сразу 10-ның 5 дәрежесі жазып қойын. И сандарын көбейтейін. 54-ті 2-ке және 113-ке көбейтем. 54-ті көбейтем 2-ке, көбейтем 113-ке. Сонда оқушылар бізде 12204 деген сан шығады екен. Қосылған. Мына яқта 5-0 тұра берсін. 1,4-ті көбейтем 2000-ға.
2800 шығады екен. 10-ның 5 дәрежесі көбейтілген 2800. Енді дәрежелері бірдей қылдырып алдым. Қоса берсем болады, қорықпай. 2800-ге қосамын 12204-ті. Сонда бізде 15000. Так, 15 20 и 4. 10-ның 5 дәрежесі шығады екен. Енді бұндай жауап тестап тұрмайды әрине. 15004 деген, иә, 15000 деп бұны шамамен ала салады. Өйткені 15000-ға өте жақынсам ғой 1 4 үшін енді. Әңгіме айтпайсың деген нәрсе ғой. 1 0-ын бере саламыз, сонда 1500 10-ның 6 дәрежесі шығады екен. Так, қайдасың сен? Б жауабында тұр. 1500 10-ның 6 дәрежесі F нұсқасында тұр. И 1,5 деген бар ма екен? Бар екен, я 1,5 қылдыру үшін дәреже шете ма? Күші. Так. 1,5 қылдыратын болсақ, 3 0 беру керек болады, жоқ келмейді екен. 15 қылдырсақ, я G нұсқасында келеді екен оқушылар. Наны 15 қылдыратын болсақ, 2 0-ын бер жерсем, 10-ның 8 дәрежесі шығады. Так, түсіндік па? Так, тамаша. Дальше кеттік онда. Так, не дейді, ағай күнде есепті алқап тұрыңызшы, уже скоро енді бал көбейту керек дейді. Хорошо, бұйырса. Енді қазір саған бір маңызды нәрсе түсіндірейін. Қараңдар, ОБТ-да келген сұрақ. Енді мына есепті мен курста да электродинамика тақырыбы. Қараңдар. Я, бұл нәрсені кішкене понимать ету қиын болуы мүмкін сендерге, өйткені бұны былай через онлайн түсіндіру үшін сәл қиынырақ. Но сонда постараюсь түсіндіруге, чтобы сендер түсінетіндей. Мынандай есеп келген кезде оқушылар бұндайдың бізде 4 түрі бар. Мына точкалар көріп тұрсыңдар, точкаларды, иә. Короче, бізде точка түрі бар. Точка түрі деген мағынасы бұл мағынасы. Иә? Бізде төртте кеткен жағдайда магнит өрісіне қозғалып бара жатқан протонға әсер ететін, мынау магнит өрісінің қозғалысы несі бар емес, бағыты. То есть, мына точкалардың мағынасы бұл экраннан маған қарай. Экраннан маған қарай деген. То есть, қайтсам болады. Экраннан бері қарай дейін бе, или маған қарай ма? М дейсің, иә? Міне былай. Экраннан маған қарай. Ал егер тестта мысалы x болып келетін болса, точка емес, кейбір тесттарда бүйтіп келеді, x болып. X дегеннің мағынасы бұл менен экранға қарай кетіп бара жатыр. Қозғалыс бағыты. Түсінікті ма? Менен экранға қарай, арғы бағытқа. То есть бұл ME болады. И келесі түрлері ол қарапайым стрелкамен беріп қояды, уже бұл түсінікті, оңға қарай, бір стрелкалар солға қарай. Міне, осыны 4 түрі бар оқушылар. Енді бұл есепті шығару үшін сендерге жаңағы тік төмен, тік жоғары, бізге қарай, тік жоғары дегендерді түсіну үшін қараңдар, асықпаңдар әлі. То есть бізде қазір точкалар беріліп тұр, яғни магнитті өрісіне қозғалып бара жатқан жаңағы протонға әсер ететін күштің шамасын бағытын тап дейді. Мынау магнит индукциясы бізде оқушылар. То есть экраннан маған қарай келе жатыр. Елесетінер маған қарай келе жатыр. И мен тұрамда соны күтіп алам. Аяққа кеп тиіп жатыр міне. Пуң тиіп жатыр. Көріп отырсыңдар ғой, иә? Сонда мен қараңдар, сол қол жаямыз именно. Оң қол емес, сол қол жаямыз. Себебі бұл сол қолды ережесі деп аталады. Именно сол қол жаясыңдар. Сол қолды жаясыңдар удобно қылдырып. Сосын мынаны ұмытпаңдар, бармақтарының направлениесі көріп тұрсыңдар ма? Бармақтарының. То есть мен бүйтіп тұрған жоқпын, иә, мен былай істеп тұрмын. Не үшін мен былай істеп тұрмын? Себебі суретте жылдамдықты көріп тұрсыңдар ма? Бағытын қозғалып жатқан протонға әсер ететін жаңа күштің бағыты бізде былай тұр. Солға қарай отыр. А егер мен бүйтіп күтіп алсам, то есть мен бағытқа қарсы оқылады менікі. Стрелка ана жаққа қарап тұру керек ол үшін. Міне күтіп алдым, бағыты бәрі дұрыс. Енді мен бас бармағыма қараймыз. Бас бармағым менде төмен жаққа бағытталып тұр. Төмен жаққа бағытталып тұр. Уже тік төмен деген жауапты қарайсын болсындар. Міне кеп тұр. Тік төмен. 16, оның -10 дәрежесі. Қазір оны тексеріп көріңіз есептеп еще. Түсіндік қой, иә? Кім түсінді? Суретін қалай салып көрсетсем болады бұны, чтобы сендерге түсінікті болу үшін. Елесетіңдер, былай қарай, маған қарай келе жатыр міне. Мен мынаның бағытына қарадым, жылдамдықтың бағыты мынау маған қазір көзіме сол жаққа болып көрініп тұр. Ой, оң жаққа. То есть мен саусақтарым тоже сол жаққа қарай бағытталып тұр. Но мен саусақтарым тоже сол жаққа бағытталып тұр. И менің саусағымның бас бармағы төмен бағытталып тұр. Көрдіңдер ма? Мен күтіп алдым, бәрін дұрыс істедім. Түсіндік қой, плюс қой жеріне түсінсеңдер. То есть міне қарапайым осы нәрсе, осыны қолдандым да. И болды, есепті қазір шығара саламыз. Сонымен давайте есепті шығарып көрейік, чтобы точно осы жауап С вариант дұрыс па екенін көз жеткізу үшін.
Так, бізге нені тапсын дейді? Әсер ететін күштің бағыты мен шамасы. Давайте күшін тауып алайық. F-ті. Формуласы QBV, Лоренц күші деп аталады, кім білмейді. QBV формуласы, бәрін көбейте саласыңдар. 1,16 оның минус 19 дәрежесін көбейтемін. B деген 50 миллитесла оның минус 3 дәрежесіне. И жылдамдығы бізде 200 км бөлінген секунд. 200 км оның 3 дәрежесі. Метр секунд деп ашындар. Сонымен минус 3 пен плюс 3 қысқарады. 1,16 мен 50-ді 200-дің бәрін көбейтеміз. Сосын оның минус 19 дәрежесі бар. Сонымен қандай жауап шығады екенін көреміз. 1,16-ны көбейтемін 50-ге. Одан шыққаны көбейтемін 200-ге. 3 нөлін қысқартып жіберем. Шынымен де оқушылар. 16 мың шықты, 3 нөлін қысқарта салам. Минус 16 дәреже шығады екен. Көрдік қой? 16 мың шығады, бәрі сандарды көбейтсеңдер. И минус 19 мен қысқартқан кезде мынандай жауапты аламыз. Түсіндік па? Плюс-плюс қойып жіберіңдер. Бұл есепті бірақ прям түсіну керек, себебі хорошо, что мына ОБТ-да конкурент жауаптар жоқ. Мысалы 16 көбейтілген 10 минус 16 дәрежесі. Тік жоғары деген вариант тұр екен ғой міне. Көрдіңдер ма? Кім білмейді, бұны уже тупить етіп қалады. Білейін, қайсын белгілеймін, ЦМА или ЕМА деп. Сондықтан да сол қол ережесін дұрыс түсініп алыңдар, қиын түгі жоқ. Бүйтіп алақанымды жаймадым мен. Не үшін? Себебі мен егер бүйтіп жаятын болсам, менің бас бармақтарымның направлениясы суреттегі направление қарама-қарсы болып қалады. Именно суреттегі направление қарайсың, жылдамдықтың оңға қарай кетіп жатыр. Демек, мен де направлениемді оңға өзгерттім. Сол қолмен күтіп алдым. Тиіп жатыр келіп маған. Бас бармаққа қарайсыңдар, төмен бағытталып тұр, все, есеп шықты. Түсіндік, Тағы да бұның ОБТ-да келген бір түрі бар. Міне, көрдіңдер ме оқушылар, электрон мен жылдамдықтың бағыты қайттан. Тоже мына жаққа қарай бағытталған, оңға қарай. Мен де оңға қарай бағыттап тұрмын. Көтересіңдер. Байқандар ма, точкамен тұр сурет. Бұл точка деген мағынасы оқушылар маған қарай. Экраннан маған қарай келе жатыр. Түсінікті ғой. И направлениесі оңға қарай. Күтіп алдым, бәрі дұрыс, тік төмен деген жауап белгілей саласыңдар. Все, түсіндік па? Мынау ОБТ-да келген сұрақ осы жазға. Сендерге кішкене камерада басқаша көріну мүмкін. Сондықтан да бұл нәрсені кішкене түсіндіру сәл-пәл қиынырақ. Суретін салып жаңа көрсетме максимально. Бұны просто осы нәрсені именно живой көрсетпесең, кішкене экранмен сендерге зеркальный болу мүмкін. Мен мысалы былай қарап тұрсам, сендерге қолым былай көрініп тұрған сияқты болып көріну мүмкін да. Но қиын түгі жоқ. Егер де ары қарай кетсе, былай сейсіңдер қолдарыңды. Түсінікті ма? Былай сейсіңдер. Алақаның алдымен күтесіңдер сегді, артымен күтшірмендер былай. Былай күтсеңдер, есептерің мысалы тік жоғары оқышы жауаптарың. Сегді алақанмен күтесіңдер. Былай, либо былай, либо былай, либо былай. Түсінді қоя? Сондықтан ғой бұны именно сол қолмен шығарады. Оң қолмен істейтін болсаңдар, есептерін қате өшет қарандар. Мысалы, мен оң қолды алып істейтін болсам, мына жақта тік жоғары көрсетіп қойды. Сондықтан да бұл ереженің барлығы, Лоренц күші, ампер күші барлығы сол қол ережесі арқылы тек қана іске асады. Оң қол ереже арқылы болмайды бұны істеуге. Тамаша. Кеттік дальше. Идеал жылу машинасының қыздырғышының температурасы 600 кельвин, салқындатқышының температурасы 300 кельвин, қыздырғышының температурасын өзгертпей, салқындатқышының температурасын 2 есе кемітсе, жылу машинасының пайдалы әсер коэффициенті. Қарандар оқушылар. Бастапқыда бізде қыздырғышының температурасы 600 кельвин. Ал салқындатқышының температурасы 300 кельвин. Бізге айтады, қыздырғыштың температурасын өзгертпей, салқындатқыштың температурасын 2 есе кемітсе, жылу машинасының өзгерісі қалай болады дейді пәкінің. Давайте бастапқыдағы пәкті тауып көрейік. Ең басындағы пәкті тауып көрейік, пәк 1 деп қойын. Яғни формуласы қандай? Қарапайым Т1 минус Т2 бөлінген Т1 көбейтілген 100%. Яғни 600-ден 300 айтатын болсам 300, астына Т1 600-ге бөлем, 100%-ге көбейтем. Бізде сонда шығады оқушылар пәкіміз 50%. 50% шықты.
бұл бастапқыдағы мәні. Енді екінші мәні табайық. Пәк 2. Екінші мәні бізге не деп отыр оқушылар? Егер қыздырғышқа тиіспей салқындатқышты 2 есе кемітетін болсақ деп отыр, осы кездегі пәк қаншаға тең дейді. То есть салқындатқышты 2 есе кеміт дейді. Сонда бізде қыздырғышымыз 600, салқындатқышымыз бізде қанша? 300 болған. 300-ді 2-ге бөлсем 150. 150-ді бөлеміз 600-ге азайтып. Сонда бізде қанша шығады екен? 600 минус 150 450, 450-ді 600-ге бөлем. Бізде сонда оқушылар 100%-ке көтемей, айтпақшы 100% ұмытып кетіппін. И сонда бізде шығады екен 75%. То есть байқап тұрсыңдар ма? Бастапқыда бізде 50% болған, асықпаңдар әлі, кейін бізде 75% шықты. Бастапқыдағы пәк бізде 50%, екінші өзгерістен кейінгі пәгіміз бізде 75%. Яғни 25%-ға артты. 25%-ға артты деген жауапты қарайсыңдар, G вариантына тұр екен. 75 деп картопты жазып жүрмендер, қуып. Енді есе артты, есе кеміді деген қалай тапсақ болады оқушылар? Бізде итак пәкіміз артып жатыр, сондықтан да есе артты деген жауаптарды іздейміз, бірақ та енді есептеу керек қой. Ол үшін не ете саласыңдар? Пәк 2-ні пәк 1-ге қатынастыра салыңдар. 75-ті 50-ге бөлетін болсыңдар, сендерде оқушылар 1,5 шығады екен. Сонымен n2-ні табатын болсақ, 1,5 n1. То есть 1,5 есе артты деген жауап тоже Б жауабына тұр екен. Түсіндік па? Ағай, физматтанда тапсырғандардың общий результаттары шыққан жоқ па дейді, средний балл дегенің ғой дейді. Пока ол жағын нақты білмеймін. Қазір өзі кім қанша жинады? Бірінші потоктан. Екінші потокқа дайындалып кіріңдер енді дұрыстап, қайталап қараңдар барлықтарын, жазыңдар. Вообще курсқа қатыспаған оқушы болса, или баяғыда қатысып, кейін есіне бірдеңе түсіргісі келетін оқушы болса, мысалы бізде соңғы өтілген 38-ші ағымның сабақтарын алып, 1-2 аптада қайталап көрсе болады. Тез қарап, там керек моменттер, есептер деген сияқты. Оны смело сол курсты 1 аптада бітіріп тастауға болады, полный курсты. Сондықтан да әлі кеш емес, оқимын деген оқушы болса, 30 июньға дейін ерінбесеңдер барлығы болады. Соңғы 2-ші потокқа дейін. Так. Енді қашан болады примодит? Қазір активностьқа байланысты тағы да сөйлесеміз ол туралы. Біз сондықтан қазіргі кезде курс ашқан жоқпыз. 39-ші ағым бізде июльдің 15-і ақырында басталады жазылу. Енді жаңадан 11-ші сыныптарға. Ал қазіргілерге енді қайталаймын, оқимын, тағы да бір нәрселер білем десе, смело бола береді қайталау сабақтарын алып. Суретте идеал жылу қозғалтқышы дейді, қараңдар, қызметінің сызба нұсқасы берілген, сендерге көрмей тұру мүмкін, оқып берейін, қиындығы жоқ. Егер қыздырғыштың температурасы 150 кельвин болса, салқындатқыштың температурасы дейді. Қыздырғыш, жұмыс, салқындатқыш дейді. Смотрите, оқушылар. Бізде жаңа пәктің қандай формуласы бар деп айттым. Т1 минус Т2 бөлінген Т1, көбейтілген 100% жазбай қойық нәжге. Өйткені аяқта қазір полем қысқарады. Тағы да пәктің мынандай формуласы бар. Қыздырғыштың, яғни жылу мөлшеріне байланысты. Салқындатқыштың немесе қыздырғыштың. Q1 минус Q2 бөлінген Q1 деген. Осы екі пәкті бір-бірімен теңестіре саламыз. Все, есептерің сонымен бітеді. Q1 минус Q2 бөлінген Q1 тең болады. Т1 минус Т2 бөлінген Т1. Енді бізге айтып отыр оқушылар, бізге қазір салқындатқыштың температурасын табу керек, яғни Т2-ні. Давайте орындардан қойып шығайық. Q1, Q2 деген не? Q1 деген ол бізде қыздырғыштың атқарылған, қыздырғыштың яғни несі? Жылу мөлшері. Q2 деген ол салқындатқыштың жылу мөлшері. Q1-дікі міне 2 килоджоуль деп тұр. Сендерге көрінбеуі мүмкін, бірақ айтып қойын. 2 килоджоуль деп жазылып тұр. Q1-дің орнына 2 килоджоульді қоямыз. Килоны алмай қойына, полем қысқарып кетеді қазір. Q2-ның орнына міне 0,8 килоджоуль деп тұр. Салқындатқыштың жылу мөлшері. 0,8 бөлінген қайттан 2. Тура солай, Т1-міз бізде қыздырғыштыққа 750 кельвин, Т2 белгісіз, мынау 750. То есть, аға не үшін сіз килоджоуль жазбадыңыз, немесе 2 көбейткен 10-3 дәрежесі жазбадыңыз десеңдер, полиом қараңдар, мынаяқта килоджоуль азайтылады да, килоджоуль мен килоджоуль қысқарып, сонымен жоқ кетеді килоджоульдары. 2 мен 0,8 азайтам, 2-ге бөлем қанша болады екен? Есептеп көрейік. 0,16 шығады екен. Енді давайте сразу жаза берейін, 750 минус Т2, мынау 750 астындағы арғы бетке көбейтіліп барады, мына жаққа 0,6-ға көбейтіліп жазсайын қасына, сразу
уақыт созбай. Сонда бізде екеуін көбейтетін болсақ 450 шығады екен мына жақ, мына жақ бізде 750 минус Т2. Осыдан Т2-ні табатын болсақ оқушылар, Т2-ні мына жаққа плюс қылдырып жібереміз да, 450-ді арғы бетке минус қылдырып жібереміз, сонда бізде шығады 300 Кельвин. Салқындатқыштың температурасы 300 Кельвин Е жауабына тұр екен. Немесе 27 градус. Яғни Кельвинді градусқа айналдыру үшін не істейміз оқушылар? Азайтасыңдар 273-тен. Сонда 27 градустық мәні шығады екен. Бітті. Түсіндік па? Тамаша. Мына жердегі отқандар қайсыны оқисыңдар, жазып жіберсеңдер. Кейбір оқушылар өткен танымаймын. Бірақ көбісін танып отырмын. Курстағы оқушылар отыр екен. Қайсыны оқып атсыңдар? 11, 10 ба или? Так, тамаша. Кеттік дальше. ПТ диаграммасында изохоралардың ішіндегі газдың ең үлкен көлеміне сәйкес келетін не дейді? 11 екен, көбісі молодцы. Так, қараңдар, ПТ диаграммасының изохоралық ішіндегі газдың ең үлкен көлеміне сәйкес келетін дейді. Қай жердегі көлемі ең үлкен дейді? Бізден сұрап жатыр, қараңдар. В5, В4, В3, В2, В1 неқа беріп қойған. Енді, мына диаграммада қайсы үлкен? Ол үшін біз былай істесек болады. ПВ тең Т дейміз, осыдан В-ны табамыз. Үйреткен бойынша. Т бөлінген П шығады. Бұл бізде константа тұрақты. Енді осының ішіндегі ең үлкен табу керек қой бізге. Ең үлкен табу үшін Т-ның мәндеріне қарайсыңдар. Қараңдар. Бізде оқушылар мынау Т тұр ғой міне. Қайда бізде Т міне. Т-ның мәні қайсында ең үлкен болып тұр? В1-де болып тұр, оқушылар. X ойысындағы В1-де бізде Т-ның мәні өте үлкен болып тұр. То есть Т-ның мәні В1-де біріншісінде максимум болып тұр. Самый үлкені бізде В1-дегі Т өте үлкен болып тұр. То есть Т1 деп жазып қойын. Тура солай, самый минимальный бізде П2 болу керек, П1 емес. Міне, мына жердегі П1-ге қарайтын болсаңдар, самый минимальды мәні мына жердегі бір Y ойысындағы бір өте кішкене сан, мынау В5-ге қарағанда. Яғни минимал болып тұр. Енді максты минимумға бөлсеңдер, әрқашан үлкен сан аласыңдар, То есть үсті үлкен, асты аз болса, әрқашан үлкен сан аласыңдар. Сонымен бітті. Есептің дұрыс жауабы В1 G варианты болады екен. Тамаша. Түсіндік қой. Сандарда қойып көрсеңдер болады, мысалы өздерің ойша шығарып. Каждый наша. Мына жерге мысалы 5 деген сан тұрса, мына жерге мысалы 1 деген сан тұрса, мына яғы максимум 5 болады деген сияқты и так далее. Қиын түгі жоқ тоже. Дальше кеттік. Келесі сұрақ өтейік. Так, мына есеп оқушылар бізде тоже курста бар есеп негізі, кезінде болған. Талай үйреттім, молекулалық физика тақырыбының есебі. Сендерге күрделі болып көрінуі мүмкін, бірақ қазір мұқият тыңдасыңдар, ешқандай да күрделігі жоқ. Молекулалық физика есебі. Көлемі 60 метр куб бөлмеге құрамында 0,1 миллиграмм хош иісті заттары бар әтір тамшысы буланады. Адам әр демалған сайын көлемі 1 дециметр куб ауа жұтатын болса, оның өкпесіне енетін осы заттың мүмкін болатын молекула саны дейді. Хош иісті заттың мольдік массасы берілген, Авогадро тұрақтысы берілген. Мұқият қараңдар берілген, қиын түгі жоқ, шығарып көрейік ал. Көлемі 60 метр куб бөлмеге құрамында 0,1 миллиграмм хош иісті заттары бар әтір тамшысы буланады. То есть қараңдар, 60 метр куб бөлме бар. Сол бөлмеге келеді да 0,1 миллиграмм хош иісті шашады. Фук деп. Бүкіл бөлмені алады, яғни иісі. Бүкіл бөлмені алып тастайды. Енді бізге айтады, адам әр демалған сайын көлемі 1 дециметр куб ауа жұтатын болса дейді. Оның өкпесіне енетін қанша молекула сан кіру мүмкін дейді. Сұрап жатыр бізден. Енді қараңдар. Битик. 60 метр кубта 0,1 миллиграмм әтір бар екен. Полный бөлмені алады. Адам бір демалған кезде оның өкпесіне 1 дециметр куб әтірдің кіретін массасын табайық. Қанша? mx дей салайын. То есть 0 дециметр куб ауа бетіп жұтқан кезде сондай өкпесіне ауа кіреді екен. Бүкіл 60 метр кубтан, Сол кезде қандай ол ауаның массасы кіреді екен. Соны тауып алайық қазір алдымен. Сонымен mx-ті тауып алайық. Оны табу үшін не істейміз? Қиындығы жоқ. 1 дециметр кубты 0,1 миллиграммға көбейтіп, мынаған бөле саласыздар. 1 дециметр кубта қанша не бар? Сандық мәні?
жазып қойын. Мынау бізде 1 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі метр куб, иә. Мынау бізде 0,1 көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесі. Так, сонымен пропорция бойынша мынаны көбейтеміз. 1 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесін көбейтемін 0,1 10-ның минус 6 дәрежесіне. И осыны бөлемін 60 метр кубқа. Ал есептеп көргенде қандай жауап шығады екен? Так, 1-ді 0,1-ге көбейтіп ой тамағымай 1-ді 0,1-ге көбейтеміз, соны бөлеміз 60-қа. 0,001 6 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежемен 6 дәреже бізде 9 дәрежен береді. Килограмм. Так, енді давайте дәрежеден құтылайық. 0,0016 дегенді мен бүйтіп жазайын, оқушылар. 1,16 қанша 0 бар? 1 үтір, 2 үтір, 3 үтір. То есть 10-ның минус 12 дәрежесі килограмм деп жазам. Оқушылар, адам бүйтіп бір рет демалған кезде өкпесіне осындай килограмм ауа кіреді екен. Түсіндік қой. Міне осын таптық, енді бізге сол адамның құрамында енді осындай масса кіретін болса, соның молекуласын табу қиын емес. Оның молекуласын қалай табамыз, оқушылар? Мынандай формула бар. Зат мөлшері деген. Екі формуласы бар. N бөлінген N. Осы екеуін теңестіру арқылы біз қазір молекула санын табамыз. Все, сонымен N-ді табатын болсақ, M көбейтілген Авогадро бөлінген үлкен M. Бізде адамның өкпесіне кірген массаны таптық, 1,16 көбейтілген 10-ның минус 12 дәрежесі. Авогадро тұрақты тестта беріп қойған 6,02 10-ның 23 дәрежесі деп. И осыны бөлеміз, мольдік массасы қанша? 1 килограмм бөлінген мольге. Не 1-ге бөле саламыз. Все, есеп осымен шықты деп айтсақ болады. Так, 9,1632 көбейтілген 10-ның минус 12 мен 23-ті қосатын болсақ, қанша шығады, оқушылар? Плюс 11 дәреже. Все, енді әрине 9,16 деген жауап жоқ. 9,16 деген жауапты мен не берсем болады, оқушылар? 10 деп алсам болады, 10 көбейтілген 10-ның 11 дәрежесі деп. Немесе 10-ның 12 дәрежесі деп жазсам болады. Ондай жауап бізде шығады екен А жауабында. Түсіндік па? Так. Түсінбеймін да осындай адамдарды. Қанша рет қайталап жазған деймін да? Хейтер ма, конкурент па, біреу, короче, ішіп жүрген. Так. Кеттік па дальше? Ну, енді, түрі кішкене қорқыныш топ көрінген есе, бірақ та дұрыстап мағынасын оқысаңдар, вообще күрделі түгі жоқ екен. Все, тамаша. Мән бермеңіз дейді. Рахмет көп-көп. Я бір болғандай бір қай-қайдағы жоқ бір топтардікі ма, іші пысқан, көре алмайтын жаңағы. Енді ондай адамдардан құдай сақтасын дейді, әрине, басқа не дейміз. Білем алам, оқимын деген оқушыға әрқашан сылтау жоқ, иә? Қай-қайдағы топтар ашылып кетті, қазір білмейтін. Ең басына біз ашылған кезде 5 жыл бұрын самый 3 қана группа болатын. Қазір әйтеуір бәрі онлайн ашқысы кетті ма? Келесі сұрақ. Үй түреді, керуен көшет дейді. О, тамаша айтылған сөз. Келесі сұрақ. Архимед күшіне берілген, суреттегі белгілі мөлшерде су бар өлшеуіш цилиндр берілген дейді. Су тасты салғанда судың деңгейі көтеріледі. Судың тығыздығы мынандай, тастың тығыздығы мынандай дейді. Бізге айтады өлшеуіш цилиндрдің бөлік құны дейді. Өлшеуіш цилиндрдің бөлік құны деген мен басына өзім түсіне алмадым, не сұрап тұрны конкретно деп. Но егер дұрыстап қарасаң, бөлік құны деп атырек, каждый бөлігі қанша сантиметр кубтан, то есть өлшеуіштікі. Сонда қарандар оқушылар. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. То есть не түсініп каждый бөлігі бізде 10 сантиметрден екен, иә, кубтан. Міне болды. Есеп сонымен шыға келді. Келесі сұрақ.
тура 22-ші сұрағы бізге айтады тастың көлемін тап дейді. Қараңдар, қиын емес. Бізде оқушылар басында цилиндрдің көлемі қанша болған? Санайық. Міне 50 деген мына жерде тұр, міне 50. 60, 70, 75, 80, 90, 100. То есть 70 пен 80-нің арасына тұр оқушылар. 75 деп аламыз, иә? Басындағы судың көлемі бізде 75 метр куб болған. Сосын оған тас салған кезде, судың деңгейі қаншаға дейін көтерілді? 100, 110, 120, 125-ке дейін көтерілген. 125 сантиметр кубқа дейін көтерілген. Яғни, не айтып тұр бұл бізге оқушылар? Су өзі тұрған кезде 75 болған, тасты кеп салған кезде 125 болған. Яғни бізде тастықы 50 сантиметр куб екен. 50 сантиметр куб тастың көлемі. Д жауабында тұр екен. Қарапайым, иә? Қоссақ, бізде шынымен де 125 шығады. Так, кеттік дальше. Келесі сұрақ. Өлшеуіш цилиндрдің су төгілмейтіндей көлемі осындай тағыдан неше тас сала аламыз дейді. Қазір бізде оқушылар қараңдар, тас уже тұр судың ішінде, иә? Енді осыған қанша тас салуымыз керек, чтобы су төгілмейтіндей? Максимум бізде 200 сантиметр кубқа дейін біздің цилиндріміз көлемі суды қабылдай алады екен өзіне, иә? Тағы да бір тас салсақ болды. Бір тасқына деген е жауап болады. Өйткені қараңдар, қазіргі оның жалпы көлемі 125 сантиметр куб болып тұр. Енді бір тасымыз бізде 50 болып тұрады. Сол бір тас салатын болсақ, бізде 175 болады. Енді екі тас салатын болсақ, әрине 225 болып кетеді, ол су төгіліп кетеді, иә? Сондықтан да бір ғана тас сала алады екенбіз деген дұрыс жауап е нұсқасы. Даже екі тас деген яқты жауап жоқ ондай. Я бұйырса сақталады. Дальше кеттік. Келесі сұрақ, тастың массасы дейді. Тастың массасын тауып керек оқушылар. Тастың массасын қалай тапсақ болады оқушылар? Тастың көлемі бізде бар. Қанша көлемі? 50 сантиметр куб. Тастың тығыздығы бізде 2500. Я? Килограмм бөлінген метр куб. Тығыздығын беріп қойған. Енді массасын табу үшін не істейміз? Екеуін көбейте салсақ жеткілікті. Рова. Сонда 2500-ді көбейтемін, көлемі 50 сантиметр куб, оның минус 6 дәрежесіне. 1 0 мен 1 0, 1 0-на 3 0 мен бізде минус 6 қысқарата минус 3. 25-ті 5-ке көбейтемін 125, көбейтілген оның минус 3 дәрежесі килограмм. Немесе 125 грамм. Ондай жауап А жауабында тұр екен. Так, тамаша. Я оқушыларға келген есептер осылар. Жаңа біз изначально біз қазір егрет эфирға шығып отырмын. Бастапқыда біз мынандай есептер шығарып кеттік міне. Сондықтан да кіріп алып мынандай есеп енді келсе точно қиналып қалушы едіңдер, иә? Короче, өйткені жаңа кіріп отқан оқушылар бар. Біз жаңа ең басында мынандай есептер шығарып кеттік барлығын. Бұл есептерді потом ешто монтаждап, дұрыстап сендерге жалғап шығаратын боламын, хорошо? Өйткені жаңа бізде тікелей эфир үзіліп кетті. Сондықтан мына есептерді көбіз көрмей қалды. Қазір уже ақырындап соңына келе жатырмыз. Так, келесі сұрақ. Суретте дейді, қайтан сол 25-ші сұрақ. Тасқа әсер ететін Архимед күшін тап дейді. Архимед күшін табу қиын емес. Тығыздық, сұйықтықтың тығыздығы G дененің көлемі. Сұйықтықтың тығыздығы бізде 1000-ға тең, иә? G деген 10-ға тең. Батқан дененің көлемі бізде қанша оқушылар? 50 сантиметр куб. Оның минус 3 дәрежесі. Ой, минус 6 дәрежесі. 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 қанша 0 болып кетті неқта? 1 2 3 4 5 5 0 болды, иә? Мынаумен қысқаратта бізде минус 1 дәреже қалады. Сонымен 5 көбейтілген оның минус 1 дәрежесі. Бұл бізде 0,5 ньютон. 0,5 ньютон деген С вариантына тұр екен. Ағай бір деп алсаңызшы дей ма? Все істеп алдым. Тамаша. Қалай скрин экран қалған дейді. Сон менде басым жетпеді ғой. Іздейм деген оқушы бәрін табады ғой тер. Негізі қиын емес қой скрин экраны. Мысалы менде Mac'та Shift пен Command 4-ті бассам сразу скрин істейді. Сырт еткізіп. Windows'та тоже настройкасын қойса болады сөйтіп. Бір 2-3 кнопканы бассаң сөйтіп скрин. Пресс скрин деген клавиатурада бар ғой так. Соны бассаған ба или. Келесі сұрақ. Бериллий ядросы дейтрон 2-де 1 дейді қарандар жұтып, бор ядросына айналды. Осы реакцияда бөлінген бөлшек дейді.
бериллий бізде қанша? 9-да 4. Осы айтады оқушылар, дейтронды жұтады дейді. Осыдан кейін бізде не пайда болады дейді? Борға айналады дейді, бор ядросына. Енді яқта тағы да белгісіз бір X элементі бар. Енді ол X элементін қалай тапсақ болады оқушылар? Қараңдар, 4-ке 1-ді қоссам 5, мына жақ бізде 5. Асты теңесті, иә? Үстіне қарайсыңдар, 9-ға 2-ні қоссақ 11, мына жақ 5. Тура солайына 10-ға қандай санды қоссақ не шығады оқушылар? 11 шығу керек. 1 деген сан, иә? Келесі, 5-ке қандай санды қоссақ 5 шығады? 0 деген сан, иә? То есть біздің X элементіміз 0 мен 1 екен. Бұл бізде нейтрон саны. Нейтрон бізде әрқашан 0 мен 1-де жүреді. Бітті, заряды жоқ, иә? Б жауабы шығады екен. Түсіндік па? Я нейтрон болады екен. Так, плюс-плюс қойып жіберіңдер. Тамаша. Негізі мынау химияның есептері көбісі ойлауы мүмкін, тоже қиын деп ше. Вообще негізі полный физика қиындығы жоқ. Барлығы оңай. Көбісі оптикадан қиналады, оптикада вообще қиын тақырып емес. Просто білу керек моменттерді ғана білу керек, бітті. Мысалы, мына жерде қандай просто теңестіру, иә? Теңдіктің ар жағымен қосасынар үстімен асын, мына жағын қосасынар үстімен асын, теңесті ма, все. Қоя саласындар. Келесі сұрақ. Гармоникалық тербеліс косинус заңы бойынша тербеледі, ығысу тербеліс амплитудасының жартысына тең болатын уақыт мезет дейді. Мынау бізде өте мен ұнайтын тақырыбының бірі. Самый ұнайтын тақырып негізі менде осы. Механикалық тербелістер мен толқындар деген, иә? Курсқа қатысқан оқушылар бұны шашыптайды уже. Ығысу тербеліс амплитудасының жартысына тең болады дейді. То есть ығысу деген не оқушылар бізде? Теңдеуін жазайын алдымен давайте. X тең xm көбейтілген косинус омега-т. Ағай, сіз не үшін косинус жазыңыз? Өйткені косинус заңы деп атыр. Синус заңы деп жазса, синус жазып жүрді мына жерге. Енді мынау x деген бұл бізде ығысу деп аталады. Ал xm деген бұл амплитудалық мәні. Қазір айта кетейін, өйткені хейтерлар қайттан пайда болуы мүмкін. Ағай, сіз қате жазыңыз. Мына жерде a деген әріп тұру керек деп ше. Өйткені кейбір кітаптарда a деп тұрады, кейбір кітаптарда xm деп тұрады. Бірақ екеуінің де мағынасы бір. Анау максималды ығысуы немесе амплитудалық мәні деп аталады, без разницы. Түсіндік қой, екеуі де дұрыс. Бізге айтып жатыр енді осы максимал просто ығысуы амплитудалының жартысына тең дейді. То есть жартысына тең дейді. Түсінікті ма, міне? Ал кеп давайте қойсайын сразу. xm бөлінген 2 тең xm косинус омега-т. xm мен xm қысқарады. 2-ден 1 тең косинус омега-т деп жазамыз. Енді оқушылар, косинус бізде 2-ден 1-ге қай кезде тең болады? Кім біледі? Кім біледі? 60 градус немесе пи бөлінген 3. Қоп кеттім. Пи деген ойлан қалдым дегенде. Пи деген 180 ғой, 180-ді 3-ке бөлсек 60 шығады. Сонда пи бөлінген 3 тең омега-т деп жазам. Түсінікті ма? Біз қазір мына косинустан құтылдық. Косинустың 2-ден 1-дегі мәні ол пи бөлінген 3 немесе 60 градус. Ағай, сіз не үшін пи бөлінген 3-ті алдыңыз сендер, неяқта жауаптарында қазір түсінесіздер өздері не үшін аламды. Енді мынау омега деген әріпті көріп тұрсыңдар ғой, бұл бізде циклдық жиілік деп аталады. Циклдық жиіліктің андай формуласы бар. 2π бөлінген т деген. Көбейтілген т. Бізге қазір табу керек қай т-ны? Вопрос. Кішкентай т-ны табу керек. Өйткені бұл бізде уақыт. Үлкен т деген ол период. Түсінікті ма? Сонымен кішкентай т-ны табатын болсақ, мына пи мен пилар қысқарып кетеді. Үлкен т-мыз арғы бетке көбейтіліп барады, 2 деген сан бөлініп барады. Т бөлінген 6 деген жауап шығады екен. Д жауабына тұр. Түсіндік па? Тамаша. Ағай, физикада неше есеп оңай болып келеді дейді. Физикада ма? Ну, мысалы, бір нұсқада қазір қанша сұрақ? 40 па? Почти 20-25 сал оңай, қалғандары кейбіреу орташа. Күрделі сұрақ максимум 2-3 ғана келеді, бітті. Ол күрделі сұрақтың ішінде там 2-ке бөлінеді. Логикалық күрделі сұрақ және де теориялық күрделі сұрақ. Мысалы, сен егер теорияны білсең, сен ол есеп саған күрделі болмай қалады. Ал сен егер логикаң нашар болса, онда ол есеп саған тоже күрделі болып көрінеді. Ну, мысалы, мынандай нәрсе сияқты қараңдар. Мысалы, мынау есеп біраз оқушыға күрделі. Мынау есеп, мысалы, мынау сұрақ, иә? Не үшін бұл сұрақ көбісіне күрделі? Себебі бұл теорияны білмейді. Сол қол ережесімен қалай жұмыс жасау керектігін. Сондықтан бұл бәріне ойбай деп қиын болып көрінеді.
тура осының мысалы есебі бар. Міне көріп отырсыңдар. Ал егер сен теорияны білсең, кішкене оқысаң, ерінбей, онда сен үшін бұл оңай нәрсе болады. Сосын сен өзінше болып жүресің. Оңай ғой деп. Түсіндік қой. Сондықтан да физикада негізі прям былай геометрия пәнінде мысалы пирамида шынымен де қиын тақырып. Физикада прям ондай нәрсе жоқ. Кейбір есептер бар енді, динамика, кинематиканың жаңағы логикалық. Бірақ олардың өздерін шығарса болады. Так, келесі. Ашық тербелмелі контурдағы тербеліс периоды оның минус 6 дәрежесі секунд электромагнит тербелістерінің толқын ұзындығы және жиілігі дейді. Толқын ұзындығы мен жиілігін тап дейді оқушылар. Қайсын табайық бірінші? Давайте мен қазір толқын ұзындығын таба салайын. Қараңдар, лайфхак. Толқын ұзындығын табу үшін С мен Т-ны көбейтесіңдер. Бұны қалай біліп қойса болады сразу? Өйткені толқын ұзындығы негізі жалпы осы, механика тербелістер ол кинематиканың жалғасы. Ал кинематиканың формулалары барлығы негізі ұқсайды. Кинематикада білесіңдер ғой, арақашықтық табу үшін біз жылдамдық пен уақытты көбейтесіңдер. Ал мына жерде толқын ұзындығын табу үшін жарық жылдамдығын периодқа көбейте саласыңдар. Есте тез сақтау үшін. 3 көбейткен оның 8 дәрежесін көбейтесіңдер, оның минус 6 дәрежесінен, сонымен есептердің жауабы 3 оның 2 дәрежесі метр деген немесе 300 метр. Толқын ұзындығын табылды, енді жиілігін табу өте оңай. Жиілігін табу үшін мына формуланы қолданасыңдар. Жиілігін табу үшін не істейміз? С бөлінген лямбда болады. С деген әріп қайда бізде оқушылар? 3 көбейткен оның 8 дәрежесі, лямбда бізде толқын ұзындығы 3 көбейткен оның 2 дәрежесі. 3 пен 3 қысқарады, оның 8 дәрежесі мен оның 2 дәрежесін қысқартамыз, оның 6 дәрежесі метр шығады екен. Толқын ұзындығы оның 6 дәрежесі метр қайда? Так. Ой, толқын жиілігі дегенде метр деп герц. Кешірім сұрайым. Герц. Міне тұр, Ой, 300 деген. Міне тұр дегенде. Жауабы дұрыс болады. 300 метр немесе 1 мегагерц. Оның 6 дәрежесі. Және де F нұсқасы дұрыс екен. Тағы бар ма дұрыс вариант? Қалғаннан көріп тұрған жоқпын. Все, бітті. Шүкір аман сен оқушылар өздерінде қалай? Келесі сұрақ. 120 метр биіктен тік төмен бастапқы жылдамдығы 5 метр секунд болатын жылдамдықпен лақтырылған дененің 4 секундта жүрген жолы мен орташа жылдамдығы дейді. Қараңдар, 4 секундта жүрген жолын қалай тапсақ болады? Төмен қарай бастапқы жылдамдықпен лақтырылған, плюс таңба қоямыз, АТ квадрат бөлінген 2. Все, қарапайым. В 0-дің орнына 5-ті қоясыңдар, уақытымыз 4 секунд. Үдеуіміз бізде қанша? GT квадрат дегенде кешірім сұрайым, GT квадрат. G деген бізде қанша? 10-ға тең, уақытымыз 4-дің квадраты 16 бөлінген 2. Сонымен 5 4-ім 20, мұна екеуі 160, 162 бөлсем 80, 20 плюс 80, ол бізде шығады 100 метр. 100 метр деген жауап уже табылды, ол бізде G вариантында тұр екен. Бізге енді орташа жылдамдықты табу керек оқушылар. Орташа жылдамдығын табу үшін, осы неге байланысты? Айнымалы қозғалысқа байланысты. Қиын емес, бастапқы жылдамдығы белгілі болса, соңғы жылдамдығы белгілі болса, қосып 2-ке бөлесіңдер болады. Екеуін қосып 2-ке бөлесіңдер болады. Сонда бастапқы жылдамдығы бізде 5-ке тең, соңғы жылдамдығын табылса, 100 метрге келген кездегі соңғы жылдамдығын табайық оқушылар. Оны қалай тапсақ болады? Соңғы жылдамдықты табу үшін бастапқы жылдамдықтың квадраты азайтылған емес плюс 2GH түбір астында. То есть 100 метрді бетіп жүріп өтті ғой, сол 100 метрге келген кездегі соңғы жылдамдығын тауып атырмыз біз қазір. Бастапқы жылдамдығы 5-тің квадраты 25, 2G10, ашымыз бізде 100 метр. Барлығын қойып шықтым, енді есептеп көрейік. Так, мына екеуін қосса қанша, бәрін көбейтсек. 2025 2025-тен бізде 45 деген жауап шығады екен. 45 метр секунд. Ал кеп қоя саламыз оқушылар. 45-ті. 5 пен 45 қосамыз, 50-50-ді 2-ке бөлсек, 25 метр бөлінген секунд деген жауап тоже шығады екен. Бұл бізде айнымалы қозғалыстың орташа жылдамдығын табудың жолы. Бастапқы жылдамдық пен соңғы жылдамдықты қосып 2-ке бөле саласыңдар. Уағалейкум ассалам. Түсіндік па? Плюс-плюс қойып жіберіңдер. Түсінсек. Прямойға көп шықпайғаным себебім кішкене демалыста болдым, ми сергітіп, өйткені нереально басы ауырып кетті соңғы кездері. Шаршайсың деген сияқты неше түрлі.
Прямой эфирдің өзіне өту де оңай емес оқушылар. 2 сағат бойы белің ауырып кетеді. 2 сағат кино көрсең ұйқың келеді ғой. Мына жақта 10 есе тяжко да кәдімгідей. Так, дальше кеттік. Келесі сұрақ. Магнит индукциясы 0,16 Тесла біртекті магнит өрісіне күш сызықтарына дейді 60 бұрыш жасай орналасқан өткізгіш сым арқылы 3 ампер тоқ өткенде өріс тарапынан әсер ететін ампер күші. Мынандай болса, өткізгіштің актив бөлігінің ұзындығы дейді. Қараңдар оқушылар. Ампер күшінің формуласы қандай бізде? IBL синус альфа. Енді бізге қазір осы жерден ампер күші бар, тоқ берілген, индукция берілген, актив бөлігінің ұзындығы дегеніміз мынау ұзындықты табу керек. Өткізгіштің ұзындығы деп айтсақ болады. L деген әріпті көріп тұрсыңдар анау. Соны табамыз. Сонымен FA бөлінген I B синус альфа. Так, ампер күші бізде 0,34 ньютон. Тоқ күші бізде 0 қанша? Тоқ күші 3-ке тең. Магнит индукциясы 0,6. Синус альфа 60 градуста қаншаға тең? Түбірас 3 бөлінген 2. Мәні. Так, сонымен давайте шығарайық ал. Мына ең астындағы 2 деген сан үстіне көтеріледі. Мұқият қараңдар оқушылар. Ең астындағы 2 үстіне көтеріледі. 0,34-ті көбейтем 2-ке. Бөлемін 3-ке. Одан шыққанды бөлемін 0,6-ға. Сонда бізде оқушылар мынандай сан шығады екен. 0,37 3,7 8 осыны бөлемін түбірас 3-ке. Түбірас 3-тің мәні бізде 1,73 білесіңдер оқушылар. 1,73-ке бөлемін. Сонда бізде шығады екен 0,21. 0,21 деген әрине жауап тұрмауы мүмкін. Метр. Бұндай жауап тұрмауы мүмкін. Бұны біз шамамен қайда тұр? 22 дегенге кеп тұр екен, 0,21 8 деп тұр ар жағы. Мен бұның барлығын 0,22 метр деп алам, ал бұл бізде 22 көбейтілген оның минус 2 дәрежесі метр немесе 22 сантиметр деп алсақ болады, шамамен. Енді физикада білесіңдер ғой, барлығы бізде шамамен жүреді. Міне, даже есептің жауаптарында да шамамен тұр. Так, дальше кеттік. Неге аштың орнына 100 қойдыңыз дейді? Сұрақ. Неге аштың орнына 100 қойдым, неге 120 қоймадым, есептің берілгені бойынша. Бұл айтып тұрсан қара, 120 метр биіктіктен тік төмен бастапқы жылдамдығы 5-пен құлайды екен. Бізге айтып отыр, 4 секундтағы жүрген жолын тап деді. 4 секундтағы жүрген жолы, оның қанша оқушылар? Біз таптық 100 метр екен. Енді жалпы биіктік 120, бірақ 4 секундтағы жүрген жол 100 метр екен. 100 метрдің таптық, енді бізге айтып отыр, жүрген жолы және орташа жылдамдығы дейді. Орташа жылдамдық дегеніміз бұл қанша жол жүрді, сол жолдың арасындағы бастапқы жылдамдық пен соңғы жылдамдықтың қосындысын 2-ке бөле саласыңдар. Енді ол 100 метр жүргендіктен кейін 100 метрдегі соңғы жылдамдығын таптық қой біз. Сондықтан да аштың орнына 100-ді қоясыңдар. 120-ны қойып, картопты жарудың керегі жоқ, Өйткені ол жалпы биіктікті айтып отыр жай үшін саған. Чтоб 100 метр ол құлап үлгеру үшін. Түсіндік, не үшін 100 қойғанды? Так, тамаша, все дейді. Тамаша. Қатысы жоқ былай шыққан кезде оның берілгені. Қызық емес бізге. Все, уже бітіпті. Мынау соңғы 2 есепті оқушы тағы да жіберіп жатыр. Негіз бұл есепті мен курста көрсеткен болатынмын соңғы 38 шағымда. Сонда шығарып көрсе санеді. Білім артық етпейді ғой. Қарандар, так, оқушын жіберген себі. Адамның массасы 50 кг екені белгілі дейді. Егер адам А тең емес G үдеумен түсетін болса, онда оның салмағы дейді. Смотрите. Үшінші суретте дейді оқушылар. Үшінші сурет деген мынау ғой міне. Адамның тыныштағы салмағы қанша? 50 кг екен массасы, То есть салмағын табу үшін не істейміз? mg арқылы 500 ньютон екен түсінеміз. Енді мұқият қараңдар. А тең емес G-ға және де төмен түсетін болса дейді. Бұл не деген сөз? Егер бұл бүйтіп резко төмен түсетін болса, салмақ бізде әрқашан кемиді. Түсінікті ма? Сондықтан да 500 ньютоннан кем деген жауап, Д жауабын сразу белгілейсіңдер. Бітті. Яғни А тең емес G деген мағынасы ол типа үдеуі, лифт үдеуі бір 3-ке тең ба, 4-ке тең ба бірдеңе. Не үшін бұл тең емес деп жазып қойды? Не үшін тең болса не болар деген сұрақ келуі мүмкін сендерге. Егер бұл А тең G және төмен деп айтатын болса оқушылар, бұл салмақсыздық күйі болушы еді. Себебі Ньютонның екінші заңы бойынша формуласы қандай бұның? Төмен түсетін болса mg минуса. Егер екеуі бір-біріне тең болып қалса, онда мына 0 деген жауап шығушы еді. 0 деген жауап ол бізде салмақсыздық күйін білдіреді. То есть Е нұсқасын белгілей қойып жүрмеңдер. Тең болған жағдайда белгілейсіңдер, тең емес деген кезде Д жауабы дұрыс болады.
Так, келесі 22-ші сұрақ. Салмағы 800 ньютонға тең адам 1,5 метр секунд жылдамдықпен біркелкі төмен қозылған лифтте серіппелі таразыға тұратын болса, таразы көрсетеді дейді. Қараңдар, 1 метр секунд жылдамдықпен біркелкі төмен қозылған болса дейді. Біркелкі дегеннің мағынасы қандай? Біркелкі дегеннің мағынасы оқушылар бір қалыпты. А сендер білесіңдер, жылдамдық тұрақты болса, не болады? Үдеу 0-ге тең болады әрқашан. Өйткені жылдамдық тұрақты ғой оның, болды ғой. Тұрақты там 50-мен ғана 60-пен ғана жүретін болса, оның үдеуі 0-ге тең болады деген сөз. Яғни бұл бізге нені түсіндіреді? Бұл бізде салмағы өзгермейді деген нәрсені түсіндіреді. То есть 800 ньютон деген жауаптың өзі Д жауабы шығады екен. Бітті. Түсіндік па? 22-ні. Түсіндік па 22-ні? Келесі 23-ші сұрақ. Екінші сурет бойынша массасы 70 килограммға тең адамның А үлкен үдеумен көтерілгендегі салмағы дейді. То есть бізге екінші сурет бойынша дейді, не мұқият қараңдар. Лифт жоғары көтеріліп жатыр. Сол кездегі салмағының өзгерісін тап дейді. Қиындығы жоқ. F тең mg плюс А. Яғни, осы формула бойынша жоғары көтерілетін болса, салмақ әрқашан артады. Қай кезде кемейді? Егерде мына төмен қарай бағытталса, бізде mg минус А, яғни бұл кемейді. Жоғары бағытталса, егер лифтіміз жоғары көтерілетін болса, онда артады әрқашан. Сондықтан ана жерде салмағы 70 кг болса, демек массасы 70 кг болса, салмағы 700 ньютон. Демек, салмағы жоғары көтерілсе артады, яғни 700-ден артық деген жауап А жауабы дұрыс болады екен. Міне А жауабы дұрыс шықты. Так, дальше келесі сұраққа өтейік. 24-шісіне. 24. Сурет массасы М тыныштық күйден H биіктікке тұрақты А үдеуімен көтерілгендегі адамның салмағы тең болады дейді. Қандай да бір H биіктікке массасы М тұрақты А үдеуімен көтерілгендегі салмағын тап дейді. Формуласы. Мен жаңағынан көрсеттім, Ньютон екінші заңы бойынша G плюс А. Жоғары көтерілетін болса егер. Ал төмен түсетін болса mg минус А. Мен мына нәрсені уже білсеңдер, сендер уже бірталай есеп шығарасыңдар роботада келіп жатқан. Мынандай лифт деген есептерге байланысты. Сонымен есептің дұрыс жауабы А жауабы болады екен. Міне, бітті. Ағай биіктіктің қатысы бар ма десеңдер, жоқ, бұл жерде биіктіктің қайтадан қатысы жоқ, өйткені ол қандай да бір биіктікке жоғары көтеріліп бардыр деп жатыр. Бізге главный жоғары екен түсіндіріп жатыр. mg плюс А болады. И наконец соңғы 25-ші сұрақ. Міне 25-ші сұрақ көріп отырсыңдар. Жалғасы. Адамның массасы 50 кг-ға тең дейді, лифт 1 метр секунд квадрат үдеумен жоғары көтеріле бастаса, адамның салмағы қаншаға тең дейді. Қайттан жоғары көтеріліп жатыр, адамның салмағын табу керек. mg плюс А мен шығарамыз. Массасы 50 кг, g 10-ға тең, үдеуі бізде 1-ге тең. А деген әрбия, міне, үдеуі 1 метр секундпен көтеріледі екен. G бізде 10-ға тең әрқашан, еркін түсу үдеуі. Сонымен, мына екеуін қоссақ, 11-ді 50-ге көтетін болсақ, қанша шығады? 10-50-ін 500, 550 шығады. 550 ньютон деген жауап Б жауабына тұр екен. Так, енді келесі сұрақ. Шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалған нүкте 5 секундта толық бір айналым жасаса, периоды қандай дейді? Өте оңай сұрақ оқушылар. Период табатын болсақ Т бөлінген N дейміз. Т деген 5 секундта толық бір айналым жасаса дейді. Бітті. Периоды 5 секунд екен, Б жауабы шығады екен. Тағы да, кстати, мына жерде асықпаңдар әлі. Я, бұл дұрыс екен 5. Все, онда давайте қалғанын жаңағы моменттерді салып қоятын болам. Бас жағындағы кесіліп кеткен, иә? Тікелей эфир жабылып қалды ғой. Қазір де уже шаршап кеттім. Оңай емес. Все. Онда давайте келесі эфирде бұйырса тағы да есептер жинап қоятын болам. Кездескенше. Бүгінгі күн жақсы өтті мен үшін. Сендерге де сәттілік тілеймін. Давайте ОБТ-ға аман-сен кіріп шығыңдар, ең бастысы ерінбесеңдер болғаны.